Так, бүгінгі біздің тақырыбымыз, так, экранды қосып алайын мен. Мен телеграммен отыр екенмін ғой, айтпақшы. Так, все, экранды қостым. Экран көрінді ғой, сіздерге? Көрінді. Так, бүгінгі біздің сабағымыз спотовый торговля. Жалпы осы аптаның сабағы негізі сол спотовый торговля болды. Енді мен сразу шыны керек, ешқандай сіздерге презентация дайындаған жоқпын, өйткені оның бәрі анандай су ғой, вода. Ондай болмау үшін просто прям как оно есть ашығын сіздерге түсіндіріп берейін. Так, давайте былай істейік. Былай көрініп тұр ғой, мен түрім көрініп тұр ма? Жалпы спотовый торговля мен фьючерсный торговляның айырмашылығы қандай? Спотовый торговля деген кәдімгі нарықтық келісім деп айтсақ болады. Ол келісім негізі кәдімгі өмірде де жұмыс жасай алады. Сіз таңертең магазинға барасыз, бір жерге барасыз, өз ақшаңызды төлейсіз, и сол бір затты сатып аласыз, и сол зат сізге тиесілі болады. Ол сіздің мүлігіңізге айналады. Тура сол сияқты криптовалюта нарығында спотовый торговля деген сен бір активті сатып аласың, криптовалютаны, и сол нәрсе сен қарамағыңа енетін болады, то есть сенің мүлігіңе айналады. Негізі көп елдерде криптовалюта уже мүлік болып саналады. Бізде осы қай кезде 2019-да алғашқы бір қадамдар жасалды, 22-де өзгерістер болды сол заңнаманың. Гражданский кодексте статус криптовалюта деген статьялар бар. Сол жерден тоже өздеріңізге қызық болса, сол жерден бір қарап шықсаңыз болады. Бірақ ол жерде айтылғаны обеспеченный криптоактив деп тұр. Бір оговорка бар. Обеспеченныйға ол стейбл коиндар болуы мүмкін, немесе биткоин сияқты үлкен бір компаниялар болуы мүмкін. Өзінің обеспечениесі болады. Мысалы енді обеспечение дегенді қалай түсінесіздер? Ақшамен обеспечено болады, например, доллармен обеспечен болады, доллар алтынмен обеспечен. Бір мүлік, мысалы, мына нәрсенің құны жағдай жасалған айтады. Жоқ, мына не сияқты, мысалы, вот мынау iPhone, бұл обеспеченный, оның өзінің бренді бар, документациясы бар, компаниясы бар, определенный банковский счеттары бар, мемлекеттік әртүрлі мемлекет арасындағы келісімшарттары бар деген сияқты договорлары бар. Сол нәрсемен ол обеспеченный болып есептеледі. Енді ал жеңіл мысалға келетін болсақ, ол құндылығы ғой. Құндылығы неде? Мысалы, мына нәрсе, мысалы, нектар дейді, ананаста, бұның құндылығы витамин С-да болуы мүмкін, немесе суда болуы мүмкін, тағы да бір плюстары болуы мүмкін де. Ол сонымен обеспеченный, да, получается. Сол сияқты. То есть криптода да құндылығы болу керек. Демек, біздің заңнама бойынша мем-коиндар никак бізге крипто мүлік болып есептелуі мүмкін емес те, өйткені оның обеспечениесі жоқ қой крипто мемдарда. Құндылығы жоқ та, байланбаған ол ақшаға. Поэтому бізде толықтай криптовалюта мүлік болып есептеле алмайды негізі. Қазіргі заңнамамыз бойынша, егер ана жерде бір-екі сөзді былай өзгертетін болса, болашақта онда уже соған жетуіміз де мүмкін. Так. Келесі сұрақ. Енді спотовый деп тоқтап отырмыз. Спотовый деген жалпы біз бір затты сатып алған кезде, ол зат уже біздің мүлігімізге өтеді, біз оның қожайыны болып есептелеміз. Ал фьючерста сіз активтің бағасы төмен қарай барады, немесе жоғары қарай барады деп ставка қоясыз, грубо говоря, как ставка сияқты, тотализатор сияқты келтіруге болады, прогноз сияқты келтіруге болады. То есть екеуінің маңызды айырмашылығы фьючерсный нарық, маржинальный нарық,
маржинальный деген бар еще, ол үшінші түрі, ол кредитпен есептеледі. То есть ол жерде ол спот сияқты жұмыс жасайды, бірақ сен ол жерде қарызға крипто биржа саған ақша береді үстіне, типа сондай. То есть ол между спотом и между фьючерсами. Мен оны просто сабақ форматында айтып отырмын, бірақ оны ешқай шәкіртіме кеңес ретінде де даже ашып көрсетпеймін. Яна курстарға қарасаңыз, курстарда да көрсетілмеген, ешқай жерде айтылмаған, өйткені ол явно харам екенін оны түсініп отырмын мен. Өйткені ол жерде сен өзіңе тиесілі емес нәрсеге, өзіңе тиесілі емес нәрсемен жұмыс жасайсың. То есть маржа вообще болмайды бізге, мұсылмандарға. Ал фьючерс ол кішкене макрух нәрсе болып тұр. Неге? Өйткені фьючерста ең қиын жері мына жерде ол плечоды, ең анандай спорный жері. Неге олай деп ойласаңыз, мысалы фьючерста егер сен прям маман болсаң, осы саланың эксперті болсаң, или бір жақсы трейдермін деп есептеп, өзіңді трейдер ретінде как ақша табу жолы деп азартқа бұрылмай, как еңбектің бір түрі деп қарастырып сөйтіп жұмыс жасасаң, ол дұрыс болып есептелу керек. Бірақ ол жерде де сенің рискің, өзің мойныңа алған тәуекелің анандай өтірік тәуекел болмау керек те, анандай бір арман сияқты нәрсе емес, толық есептелген мақсатпен жұмыс жасау керек те. Мысалы сен есептеп алдың, 7-ші плечомен менің ликвидациям осындай болады. Мысалы Динара ханым өте жақсы мысал болып келіп тұрды. Бұл жерде Динара ханым біраз позициялары бар. Ол өз позициясының ликвидациясын до конца есептеп алған. И даже баға қатты құлап кеткен жағдайдың өзінде де ол кісінің ликвидациясы алыста или вообще жоқ та, өйткені артына қорғанысын қойып қойған. Ол жерде бұл бізде есептелген тәуекел деп айтуға болады ол нәрсені. Поэтому сол форматта фьючерсті қолдануға болады. Көп новичоктар жалпы былай бір маркетингпен кіріп кетеді, анда қатты рекламалар көп қой, қазір білесіздер ғой, там каждый второй ойбай мен сені трейдер қылдырам, сөйтем бүйтем, хочешь жить как я дейді, арендаға машина алады, арендаға там путевкамен бір жерге барады, сол жерде бір-екі видео жасайды да, соны қайтып келеді, о крипто эксперт болып кетеді. Мен енді бұл жерде ешкімді жамандағым келіп тұрған жоқ, просто слишком көп болып кетті олар бір жағынан. Екіншісі, качество өте төмен болып кетті. Енді количество көп болғаннан кейін качество өте аз болып тұр. Ал действительно жақсы үйрететін адамдарға бір жағынан смысл жоқ та, негізі бізге трейдерларға, жаңа адамдарға үйретуген анандай смысл жоқ. Егер сен өзің, көп адам менен де сұраған кезінде, Нұреке, сен өзің жақсы тауып жатсаң, не үшін адамдарды үйретесің дейді. Типа, я говорю, маған ұнайды, мен бөліскім келеді, сол үшін үйретемін деп. Ал кейбір адамдар уже до того андай эксперттарды айтамын да, қайта сол сұрақ қойыла бергеннен кейін бекен, әтпесе өздеріне ұнамағаннан кейін, енді жақсы трейдер болғаннан кейін олар не үйрете алмайды адамды, не үйретпейді. Или өте үлкен суммаға үйретеді. Ал анандай потокпен жұмыс жасайтындар, это больше по бизнесу да. Мен өйткені былай қарасаң, енді араларыңызда бұрын менде оқыған шәкірттер бар ғой, потокпен оқығандар. Мен бірінші поток өткіздім, екінші поток өткіздім, үшінші потокпен уже мен байқай бастадым, бұл нәрсе алысқа бармайды, дұрыс емес сияқты болып көрінді де, мен уже андай сомнение пайда болды да өзімде де. Сол үшін мен форматты ақырындап өзгерте бастадым, кішкене личный наставничество, жеке кездесулер, анандай дайын сабақтарға ғана бере сап емес, доступ бере сап, болды, мен саған доступ бердім, келісімшарт бойынша менде сенің алдында ешқандай там жауапкершілік жоқ деген сияқты емес. Ал именно жеке жұмыста әр адаммен. Біріншіден ол неге жақсы, біздің қарым-қатынасымыз жақсарады. Екіншіден ол кісі там любой өзінің сұрағын қоя алады да бұл форматта. Поэтому бұл жерде мені кішкене қайырып отырмасаңыздар, мен споттан уже ар жаққа кетіп бара жатыр. Так, жалпы айтқым келгені, ақпарат өте көп бұл салада. Бәрі дұрыс естіліп жатыр ма? Біреуіңіз дауыс шығара саласыздар ма? Мен монолог болып кетіп бара жатқан сияқты. Жақсы естіліп жатыр, жақсы. Все. Так, айтқым келгені, ақпарат өте көп. Біздің жалпы
мына қасқырлардың функциясы ең дұрыс ақпаратты алу керек қой бізге. Неге? Өйткені біз енді новичок емеспіз деп қабылдау керексіздер. Алдында мен сіздерге айттым ғой, өте маңызды сіздің идентификацияңыз ғой. Өзіңізді идентифицировать ету керексіз. Мен қасқырмын. Мен не үшін мына группаны қасқыр деп жасап отырмын? Өйткені әр адам өзін қасқырмын деген сайын анау көтереді. Сіздің өз қабілетіңізді анандай просто бір не емес те, бір жағынан ол біздің тотемімізға жатады. Біздің ұлтымызға, рухымызға жақын жануар да, жақын тотем да негізі. Бірақ ол психология тұрғысынан сен біреуге мен қасқырмын деп айтсаң, ол саған энергия береді бұл сөз. И тура сол нәрсе, мысалы сен мен трейдермін деп айтқан кезде, сен уже өзіңе, миыңа, өзіңе сигнал бересің, болды, мен трейдермін. Демек, мен трейдер сияқты жұмыс жасау керекпін, мен трейдер сияқты рисктарды есептеу керекпін, мен трейдер сияқты табыс көзін көру керекпін, мен шығындарды есептеу керекпін. Грубо говоря, мен трейдермін деп қабылдау керек. Оны не үшін айтып жатырмын? Кейбір адамдар, алдында да айттым сабақта, егер сіз мен трейдингті үйреніп жатырмын деп көзқарасыңыз сол форматта қалатын болса, сіз нәтижеге жету ықтималдығы өте төмен. Өйткені осындай опростар болған әртүрлі университеттерде, бірнемелерде, но именно үйреніп жатырмын деген ол өзінің сондай шектеулі позиция, как диспозиция сияқты, адам өзін шектеп тастады. Я учусь, мен оқушымын, мен уже білем, я уже умею деген сияқты, мен уже практиковать етіп отырмын, мен осы саланы как серьезно қабылдайсың да уже сол кезде. Поэтому ең маңыздысы бастапқыда психология тұрғысынан осы нәрсе. Екінші, жаңа айтқан ақпараттың фильтрациясы. Әр ақпаратты қабылдаған кезде, ол менің сөзім болсын, любой басқа эксперттің сөзі болсын, мен жалпы бұл жерде ешкімді шектеп бөлімге отырған жоқ, но ақпарат көздер көп қой. Енді ақпаратты біз көретін жолдарымыз да көп. Біреу құлақ болуы мүмкін, біреу көз болуы мүмкін, біреу иіспен, мысалы, сен әртүрлі нәрсені естисің ғой, тура сол сияқты. Біз енді в основном крипто саласындағы ақпаратты көзбен көреміз, не құлақпен естиміз. В основном көз болғаннан кейін біз соны фильтровать етіп алу керекпіз де. То есть бұл жерде біз тексеру керекпіз. Первый источник деген нәрсе бар. Мысалы, любой бір не шықты ма, новость шықты ма, Telegram болсын, Telegram каналдарда болуы мүмкін, WhatsApp группаларда болуы мүмкін, егер болсаңыздар. Там TikTok, Instagram, любой соцсетте крипто бойынша ақпарат болуы мүмкін. Бірақ ол жерде өзін сыйлайтын эксперттер первоисточникқа сілтеме қояды, немесе мына жерде жазылды, немесе мына кісі айтты деп олар сілтеме қою керек. Егер ондай стрелка болатын болмаса, ары қарай жол болатын болмаса, ол значит ол дерекке толық сенуге болмайды. Может, ол манипуляция жасайтын ақпарат болуы мүмкін. Мен бұл нәрсені не үшін спотқа кіргізіп отырмын деп ойласаңыздар, бұл өте маңызды. Бұл спотқа дейін сіз білу керек нәрселеріңіз. Өйткені спот деген ол уже там қалай айтсам болады, ет турау деген сияқты да, етті турайсың ғой сен тамақтың алдында, тамақ жасардың алдында етті турайсың, тура сол сияқты спот деген ол сол. Ал ана етті қалай таңдау керек, ол арамик пе, ол қандай жануардың еті, ол қандай өсімдіктермен бірге оны жасауға керек, ол уже жаңа мен айтып отырған нәрселер. Сіздің ақпаратты қай жерден іздейсіз, психологияларыңыз, көзқарасыңыз, оқуға деген көзқарасыңыз, жасап жатқан нәрсеге. Мен мына қасқыр группасын жалпы оқыту форматында бастап жатқан жоқпын. Мен сіздерден прям реально өзіме, бізге бір ортағып жасағым келіп отыр да. Алғашында криптонда жасай алмаған нәрсені екінші попыткасы ғой негізі, былай қараған кезде. Осы сіздердің арқаңызда сіздермен бірге бір ұжым қылып кәдімгідей жасағым келіп отыр. Егер осы ортаны осылай сақтап дамыта алатын болсақ, ертең уже шетінен адамдарды қоса береміз, и ол жерде уже ортақ, может, біз бір компания ретінде қарастырамыз ба, или бір бизнес-клуб сияқты боламыз, может, крипто-клуб боламыз. Крипто-клубтар жоқ қой, мысалы, Қазақстанда. Әлі Қазақстанда жоқ бір форматты бастап отырмыз да, сондай нәрсеге жалпы мақсатым сондай болып отыр.
екінші мақсатым мен өзімнің тәлімгерлігімді, наставничествомды жақсартып алғым келіп отыр. Енді ол жерде андай жасыратын ештеңке жоқ. Сіздерге үйреткен сайын мен өзімнің де ақпарат жеткізу қасиеттерімді бір үйрету жаңа бір форматтарын тексеріп отырмыз. Мысалы, алдында мартта қалай жұмыс жасадық? Мен сол кезде басқа гипотезаларды тексердім. Қазір уже апрель 2 сәуірге өтіп жатырмыз. Сәуірде сразу алдын ала келісіп алдық. Міне формат былай болады. Аптасына бір тақырыпты таңдаймыз. Ол спотовый торговля деп есептедік. Мысалы, спотовый торговля бойынша бүкіл сұрақтарды жапқаннан кейін уже келесі аптада мысалы там психология или фундаментальный анализ, там технический анализ деп жалпы группамен полностью отырамыз да дауыс береміз. Мен мысалы қазір келесі аптаға көшкен кезде осы воскресенье бізде қорытынды сабақ болады ғой. Сол қорытынды сабақта мысалы опрос жіберем. Мысалы бір 10-15 тема тақырып қойып тастаймын и сіздер дауыс бересіздер. Оны анонимді жасасақ болады, немесе ашық жасасақ болады, өздеріңіз қалауларыңыз таңдайсыз. Мысалы осындай тақырып, қай тақырыпқа көбірек адам дауыс береді, келесі апта сол тақырыппен жұмыс жасаймыз. Негізі өте қызық формат сияқты, сол үшін вот сондай жұмыс болғалы жатыр. Так, кішігірім обратный связь алсам. Так, Оңғар мырза. Хотя бы бір ауыз сөз. Дұрыс естіліп жатыр ма? Болат аға, сіз айтасыз ба? Сіз не Твиттерда қайдан ақпарат алатынын, именно қай каналдан алатынын бізге сілтеме жіберсеңіз жақсы болушы еді. Біз соған подписаться етіп, потому что даже қай каналдан, қай жерден алатын нені, оны іздеуге тоже уақыт көп кетеді. Сізде уже дайын бар. Бар. Так, мен мына жерде чатты көре алмайды екен. Бізде мына чатта. Так, вот здесь, кажется, есть. По-моему, закрепленныйлардың ішінде болды. Так. Жоқ, өткізіп алдым. Так, міне мына жерде қазір көрсетем. Закрепить ете салайыншы. Мен сол Твиттерда алдында так, мен отырдым. Оңғар мырзамен, Парасат ханыммен отырдым бойдым сол күні. Кто-нибудь помнит? Міне. Мынау бәрі твиттерлер көрдіңіз бе? Сейчас я закреплю. Блин, закрепить там. Қазір бір минут. Телефоннан ашып болсын. Экран көрініп тұр ғой, сіздерге? Иә. Мынау Шыңғыс мырза, міне осындай кісі. Так. Еркежан, естімей қалдым, не айту керек? Міне мына жерде міне 19 мартта наурызға дейін көрдіңіз бе? Динара ханым мынау твиттерлер, мынау airdrop бойынша. Міне оның астында мынау получается трейдерлар. Міне мынау трейдерлар. Мынау фундаментальный анализ. Мынау DeFi секторы. Мынау ақпарат көрсететін твиттерлар көрдіңіз бе? Динара ханым, сізге айтып отырмын. Көріп тұрмын. Осыларды кіріп қарап көру керек. Осыларды бір қарап шығыңыз, я. Және сразу осы жерде айта кетейін, Twitter бойынша сіздерде каждый адамда өзіңізде, даже вот осы жерден сіздерге үй жұмыс қалдырсам болады, бұл өте маңызды. Жеке бір Twitter жасап алсаңыз болады. Немесе Twitterда сирек отырсаңыз, сол Twitterмен жасай беріңіз. Сіздерде өзіңіздің списогіңіз болу керек уникальный. Ол не обязательно там менікі сияқты деген сияқты ғой. Мысалы, мыналарға жазылып шығыңыз, если что. Бірақ өзіңізде қарап жатқан списогіңіз болу керек Twitterда.
Оны бір келесі сабақтарда бір босаған кезде мен тексере жатамын осы қазір эфирде отырған адамдардан. Жалпы осы видеоны көрген адамдардың каждыйына бір үй жұмыс болсын. Так, апрельдің 15-і 20-сы деп айтайық, мөлшер сол кездерде тексерем. Любой адамнан сұрай салам ғой, мысалы сіз твиттеріңізді көрсетіңізші деймін, и сізде получается дайын твиттер болу керек. Ол жерде сіздің как подпискаларыңыз бәрі дайын болу керек те, мысалы. Түсінікті ма? түсінікті. Вот, мысалы. Үлкен. Ау, айта бер. Мынандай да, мысалы, мен бағым бір ретте салдыңыз ғой, онымен мен кіріп көргем. Контактіге кіріп атады да. Қайда кіріп атады? Контактіге кіріп кетеді да. Жоқ, сен ана жерден, жаңағы жерден, мына жерден копировать етіп аласың ананы. И тура соны Твиттердің поискына қоясың ғой, түсіндің бе? Ойлаватырмын ғой. Я сен бұны басасың ғой? Жоқ, олай емес. Не, мысалы, мына біреуін алдың, скопировал, жақсылық болды сіздерге, мысалы. Твиттерді білмейтін адамдар болуы мүмкін ғой. Вот, мына жерде получается мне Твиттерді аштық. Твиттерді қалай ашамыз? Твиттер деген түрі мынандай міне. X деп тұрады. X қой, X. Иә. Ох, менің мына X-ім бар ғой, дұрыс істемей жүр ғой. Так. В общем, міне мына жерде поискқа жаңағыны қоясын. Былай, хоп деп қоясын, яна шығу керек. Просто менде не болмай тұр. Мына менің твиттерім дұрыс істемей тұр мына MacBook'та. Сөйтіп қарап шықсаңыздар болады. И менің айтып отырғаным, маған тура жаңағы адамдарға жазылып алыңыз деп тұрған жоқпын, ол міндет емес, даже ол керек те емес. Сіздерде өзіңіздің қарап жатқан, өздеріңіз сеніп жатқан проекттардың твиттерларына жазылып алыңыз. Міне мысалы, ол мына ненің твиттері болуы мүмкін десем, мынау менде ашылмай жатыр. Почему-то менің көрсетпей тұр мына твиттерім. Мен мына твиттерімнің өзі дұрыс болмай тұр ғой деймін мына MacBook'тағы. Так, давайте. Анау, оказывается, мен білген жоқпын. Terra Luna, оказывается, жоқ болып кетіпті, иә? Иә, ол кәдімгідей прям кино түсіретін зат қой ана жерде. Мен сол кезде болған жоқпын. Сентябрьда ол әлі еще болыпты, сентябрьдің кезінде. Біз только сабақты оқуға бастағанбыз сол кезде. Сол кезде мен дұрыс ештеңе білмеймін ғой. Енді ютубтан қарап жатсам, Terra Luna мықты проект болыпты екен, артында кісілері болыпты, инвесторлары болыпты қаншама, бәрін кидать етіпті ғой, кәдімгідей. Он не то чтобы кинул их, конкуренттер жеп тастады бұларды. Негізі мықты проект болды, басшысы да жақсы болды. Просто оны алды да. Мұрат аға, по-моему, есіңізде ме? Мұрат аға болса эфирді мен көрмей тұрмын да қазір кім отырған. Мұрат аға көрді өз көзімен. Кім болды? Шыңғыс может помнит. Ықылас мырза сол кездерде болды, олар прям торговали даже сол кезде, по-моему. Кто-то может даже покупал. Вот міне мына нәрсе ғой, қараңыз. Мынау недельный график. Міне мынау получается бізде 22 июнь, сентябрь, август 22-сінде $1 тұратын проект көрдіңіз, $1, $1,5. Потом сентябрьда ол алады да, мына жақта міне 7 деп тұр да. Хорошо, мына ол емес, міне мына жерде. Вот, міне негізі. Апрель 22-сі 115-ке барған көрдіңіздер ме? Кто-нибудь? Один. Динара ханым жауап беріп отырсыз ба? Иә, көріп тұрмыз ғой. Вот, міне осындай тарих болды да. Бұл получается міне 21-ші жылы ешкімге керек емес. Енді бұлай жақсы проект, бірақ $5-10 жаңағы қазіргі AVAX, қазіргі не бар, мысалы, там
ЗК сияқты, арбитрум Дейін сияқты, сондай мықты тон проекттардың сияқты бірі болған. проект қой, грубо говоря, тура солардың конкуренті болған. Өзінің блокчейні бар, тоже өзінің блокчейні бар. Өте керемет, былай өсіп келе жатты. Потом өсіп, в общем, где-то бір жарты жыл, бір жылдың ішінде 1800%. Ал егер общий несін алатын болсаң, прям басынан бастап алатын болсаң, прям өте жақсы. Ана мен қазір айғырлардан күтіп отырған, осындай өсімді күтіп отырмын ғой айғырлардан. Вот мен, получается, осындай монеталардан там 50 штук, либо 100 штукты талдап, осыны биыл 25-26-ға дайындалып отырмын. Осындай проекттардан хотя бы біреуіне ілінсең, уже сенде бүкіл депозитті ақтайды да оның біреуі. Вот. И мне, получается, бір жыл күтті, и 17,000% тауып алды. Бірақ мына жерде уже өте көп адам кірген ғой бұл проектқа. Өте көп адам кірген. Потом мына жерде алатты Джастин Доквон деген создатели, осы монетаның создатели. Ол алатты өзінің стейблкоин шығарады. UST деген стейблкоин ойлап табады. Чтобы қазір сіздерге наглядно көрсетейін. Бұл енді кішкене споттан алысырақ кетіп жатырмыз, бірақ бұл нәрсені білмеу деген прям өте жаман. Мынау кәдімгі тарихы ғой, ондай. Криптаның тарихы, бұны білмеуге болмайды сіздерге. Так, қазір жаңа бір нәрсе. Крипторанк UST. Жоқ, емес, қазір UST деп шыққан. Міне Terra Classic USDS деп бір көрдіңіздер ме? Негізі бұрынғы аты UST болды бұның. Бұны USTS болып, потом анау уже кипиш болып кеткеннен кейін өзгеріс жасап, короче, кішкене неткісі келді. Кімнің біреудің дауысы прям шиқылдап тұр қатты. Я. Так. Получается, мына 1 цент тұрған мынау негізі стейблкоин. То есть, бұл нәрсені не үшін айтып жатырмын? Любой стейблкоин осы дәрежеге түсіп кетуі мүмкін. Енді шанс өте төмен, бірақ мынау неге үйтіп отыр? Өйткені бұның басшысын түрмеге отырғызса да бүкіл команданы неметіп жатыр, тергеп жатыр, бүкіл инвесторлары попадать етті. Короче, мне алгоритмический стейблкоин деп тұр. Бірақ стейблкоин деген не? Стейблкоин он привязанный к доллару деп тұр, көрдіңіз бе? То есть мына жерде жазылып тұрған нәрсе қазіргі бағаға сәйкес емес. Бұл кәдімгі криптовалюта болып кетті. Көрдіңдер ме? Там торговля идет, қараңыз, кто-то даже зарабатывает мына жерде. Енді уже ойыншық болып кетті де, қара. Хотя міне қара, 115% берген алдыңғы аптада, көрдің бе? Міне февральда там. То есть стейблкоин ондай қозғалыс жасамау керек қой. Бірақ сонда да трейдерлар до сих пор бұл валютамен жұмыс жасап жатыр. Бірақ ол уже стейблкоин емес. Скорее всего, мына адамдардың көбі вдруг ертең Доквон бәрі нормальный болып шығып, Лунаны қайтан тірілтетін кезде мына стейблкоин қайтаран $100 барады деген үмітпен может торговля жасап жатыр әлі. Түсіндіңіздер ме? Былтыр бір жазда бар ғой? Иә. Бір күнде 1000% берген бұл. Вот, соны айтып отырмын. Жоқ, бұл міне мен апталық графигін қойып отырмын. Даже апталық графикте өте волатильный нәрсе. То есть міне мына жерде міне ноябрь 23-те. Міне. То есть адамдар уже міне. Осыны айтып отырсың ғой сен мөлшер. Береді, то есть бұл жерде мүмкіндік бар сөйтіп табуға. Міне мынаны айтып отырсың ғой сен, міне 1000% почти.
То есть енді мен бұны кеңес қылып беріп отырған жоқпын, жалпы тарих ретінде түсіндіріп отырмын да. Міне осындай мына нәрсені ойлап тапқан кезде мына Док Вон иә бұл мысал ретінде ғой, мысал ретінде келтіріп отырмын. Осы нәрсені ойлап тапты Лунаның басшысы. Бәріне түсінікті ме осы нәрсе? түсінікті. То есть мен сол Терраны айттым. Терраны жас неге жігіт, қозғап отырмын? получается. Өйткені ол өте спортта маңызды нәрсе. Неге? Өйткені біз мысалы Иә, спортқа өте мықты маңызды фундаментальный нәрсе. Мен сол криптовалюталарға салып жатырмыз ғой ақшамызды. Иә. Олар да солай Луна сияқты жоқ болып кетуге мүмкін. Вот соны мен Поэтому- сіздерге түсіндіріп салғым келіп отырды изначально, иә. Менің мақсатым бұл жерде сіздерді қорқытып, там бір духыңызды сындыру, бір тексеру емес. Болған нәрсені көрсеткім келіп отыр. Өйткені бұл затты ешқандай курста, қазір үйретіп жатқан курста ешкім айтпайды сіздерге. Кезінде Луна болған, өстіп қадаған, FTX болған, өстіп қадаған, MTGOX болған, өстіп қадаған деп ешкім сізге айтпайды оны ешқай курсында. Потому что оларға тиімсіз ғой шәкірттерін қорқыту, сіздерге сомнение салу. Ал мен эксперт өсіріп жатырмын ғой сіздерден, түсіндіңіздер ме? Партнер өсіріп жатырмын да. Поэтому маған тиімді сіздерге именно теорияларды, гипотеза, догмаларды, осы болған нәрселерді, как опыт қой енді. Бұл өте қымбат опыт негізі. Біз сол паденияда, сол күні офисқа келген адамдар қызыл ақша жасап кетті сол күні. Луна құлаған күні. Мысалы алдында Трамп койын шықты ғой. Сол күні де мен қасымда жүрген адамдар нормально ақша көтеріп алдық. Біз енді прям $10 ұстап үлгердік деп айтып отырған жоқ, бірақ 50 доллардан 70-ке дейін нормально көтердік. Просто сол күні отырдық, кездесіп, там кездесуде отырған адамдар. И сол күні хабарласқан адамдар. Мысалы кім? Шыңғыс мырза ма, Ықылас мырза ма, менен бұрын кірді даже Лунаға. То есть, неменеге? Трамп койынға. Бірақ біз бәріміз білдік, ол береді де бұрқ еткізіп жоқ қылатын, оны алдын ала бәріміз білдік сол күні, мысалы. Просто Трампқа мен кірдім, 24-тен кірдім да, 34-тен шығып Вот кеткем. міне тура сол осыны айтып отырмын да. Осы нәрсені сіздер білу керексіздер, сезу керексіздер, көру керексіздер, понимаете? Оны былай сен бұл атқа міну сияқты, алғаш рет атқа мінген. Бәрі мінді ме атқа? Динара ханым атқа мініп көріп пе едіңіз? Мінген шығарсыздар. Мінбеген адам бар ма атқа мінбеген адам? Мінген жоқпын. Кішкентай кезінде міндік, но и то неткен жоқпыз, шапқан жоқпыз. Шаппағасыз ғой. Вот сол сияқты ғой, атқа бір мініп көрмесең, сен ана біреу шауып бар жатқандағы сезімді сезіне алмайсың, даже елестете алмайсың өзіңе. Поэтому мініп көріңіз атқа деп ұрсады дейді. Атқа мініп көріңіз деп ойшты. Ертең балаларыңызға да сіз оны жеткізе алмайсыз да, құндылығын. Қазақ болып атқа мінбеген деген. Жақсы ауылға барып обязательно мінеміз. Ол кәдімгі ана адамдарда мен андай енді бір заумный бір нәрсе айтқым келіп, неткім келмейді де, мындай бір өзінше болып көрсеткім келмейді өзімді, бірақ ол да бір блок болуы мүмкін де сізге. Өйткені сіз өзіңізді қазақ қылып санайсыз ғой. Дұрыс па? Қазақ қылып позиционировать етесіз ғой. Идентификация бар. Сіз өз руыңызды білесіз, өз дініңізді білесіз, өз там батырларыңызды білесіз, өзіңіздің там жалмауыздарды білесің, жақсыларды білесің, өшін өзіңді қазақ болып есептейсің. Ал атқа шабу, домбыра шерту, там бірдеңке билеу, күресу, асық ойнау, біздің өзі идентичностьті шығаратын мейрамдарымыз, сол заттар біздің андай конструктор сияқты бөлшектеріміз ғой, пазлдарымыз сияқты. Мына артта тұрған картина, мынау біздікі емес, мынау өзбектердікі. Бірақ енді тұр, интерьер ретінде тұр. Но мынау өзбектердің, мен ана жаман мағынада айтып отырған жоқпын, солардың идентификациясы. Түсіндіңіз бе? Тура сол сияқты сізде де сол бөлшек жетпей тұруы мүмкін сізге. Сіз оны білмейсіз, ол подсознанияда, психологияда өзі жетіспей тұрған бір зат болып қалуы мүмкін де. Ол нәрсені толықтыру сені келесі этапқа өсуге
жеңілдетеді де сондай заттар. Там Түсінікті. атқа міну, неге мінбедің, өйткені может қорқып қалдың, асау бір атты көрдің, құладың, может быть. Велосипедтен құлайтын адамдар ешқашан там великті теппейтіндер мотоциклға отырмайды. Там мысалы өзі сондай бір шектеулер болып қалады да, а ол шектеу сен ойлайсың сол жерде ғана шектейді деп, жоқ, ол сені бүкіл өміріңде шектеп тастауы мүмкін де. Соған ұқсайтын заттардың бәрін сені солай шектеп отырады да ол. В общем, өзіңді жеңуге тырысу керек қой любой салада. Түсінікті. Солай, қайтадан оралайық. Соңғы не туралы айтып едім? Мен терраны қарағанда, мен ондай білген жоқпын, что мықты фундаментальный проекттер жоқ болып кететініне. Содан кейін ойладым, кодқа, оказывается, тоже как бы ойланып салу керек. Мысалы, или бір монетаға бар ақшамен кірген бөліп салу керек деп. Бөліп, мысалы, диверсификация жасау керек деп. Ол тек қана монетаға емес, ақша табу тәсілдерінде бөліп отыру керек сіздер. Мен оны сіздерге не үшін айтам? Жалпы сізде бүкіл назарыңыз криптода болғаны да керек емес. Сіз өз өміріңізде бөлу керексіз, бәрібір диверсификация жасау керексіз. Басқа бір 3-4 ақша келетін жол болса, сізге жеңіл болады да, и ол сізге плюс болып есептеледі. Оны сен бір автоматизацияға настроить етіп қойсаң, ол саған постоянно жұмыс жасап отырады. Сенің жұмысшың сияқты болады ғой. Қазір ондай нәрсені жасау өте жеңіл де, просто өзінің бір технологиялары бар. Мысалы, мына Шыңғыс мырза отыр ғой, Шыңғыс мырзаның мысалын келтірейін. Ол кісі бизнесмен, товармен айналысады, мысалы Қытайдан. Ол кісіге тікелей ақша қай кезде келеді? Клиент оған бір товар үшін төлеген кезде, немесе клиенттің товары клиентқа жеткен кезде может төлем болады, или оның алдында болады. Но жалпы ол кісінің ақша табатын жері клиентпен келісетін жерде. Может, ол сразу алады. Тура сол нәрсені криптода да сіз түсіну керексіз. Спотта қай кезде мен плюсқа шығам, қай кезде маған табыс келеді. И осы жерде прям жазбасаңыз болады, бұл бәріне айтып отырмын. Алдында мен кімге айттым? Парасат ханымға, соңғы Жансай ханымға айтқам тоже. Осы біздің потокта, жалпы мен сабақтарда всегда айтам, міне, внимание, мынау өте маңызды ақпарат, мынау заңдылық деп айтам. Осындай заңдылық бар. Спотта болсын, басқа жерде болсын, трейдер қай кезде ақша табады? Қалай ойлайсыздар? Араларыңызда бұл сұраққа жауап білетін адамдар бар шығар, может, мен сіздерге уже түсіндірген шығармын жеке отырған кезде. Бірақ жалпы қалай ойлайсыздар? Егер сіздерге жеке түсіндірген болсам, сіздер жауап бермей қойыңыздар. Білмейтін адамдар, сіздер қалай ойлайсыздар? Трейдер қай кезде табысқа шықтым деп айта алады? Ақшаны шешіп қойғандар кезде. Шешіп жарым сол. Или біреу сатып алған кезде. Мысалы, мысалы $100 криптовалюта сатып алып, $1000 көрсе табыс. Вот соны айтса болады. Табыс шықты деп. жоқ, от қателесіп отырсыз оңғарымызға, олай емес. Осы заңдылықты, осы... Боларына айтуға? Иә, айтыңыз. Ақша тапқасын, мысалы, сделкадан ақша тапқанда, оны шығарып, жаратқан в реальной жизни. Сол табысқа шықты деген сөз. Енді осыны қысқартыңызшы, Динара ханым, осы сіз айтқан затты бір сөйлемге қысқартыңыз. Оны шығарып... Трейдер қай кезде? Зафиксировать прибыль. Вот, зафиксировать прибыль. Мен егер жауабыңыз зафиксировать прибыль болса, жоқ, ол олай емес. Боларын айтуға? Иә, Болат мырза, айтып көріңізші.
егер үстінен көрген пайданы шығарып алып, оны бір нәрсеге жаратсаң, сонда айтуға болады. Иә, дұрыс айтып отырсыз, бірақ анандай жалпақ тілмен түсіндіріп отырсыз ғой. Естілді, иә, айта беріңіз. Иә, енді өзіңізге сол ақшаны жаратып бір нәрсе алсаңыз, сатып алсаңыз, қайта әкеліп бер жаққа салмай, содан пайда көрсеңіз, соны өзіңізге жаратсаңыз, сонда ғана айтасыз. Ал неге мысалы жаңа Оңғар мырза айтқан, Динара ханым айтқан, $500 $1000 жасадым, неге мен ақша таптым деп айта алмайды? Неге трейдер үйтіп айта алмайды? Қалай ойлайсыз? Ол кісілер шығарып алды, бірақ оны кері салып жіберуі де мүмкін да? Вот, дұрыс. Осы жер маңызды, түсіндіңіздер ме? Қалғандарға айтамын. Мұрат мырза, түсіндіңіз бе соны? Ол қайтадан Мурат мырза, сіз айтып Пока он не көріңізші. будет тратить, пока он потратит, тогда только он это уже На что потратить? заработал. Ну, например, для своих нужд. Любой бір актив болсын, Пока ол может реинвестировать басқа рынокқа. Это тоже как трата болып есептеледі. Сен уже бір жерде там үй алып қойсаң, сен үйді сатып, оның орнына крипто алу деген біраз нәрсе ғой енді мысалы. Поэтому зафиксировать деген не просто продать должно быть, а трейдер, чтобы мог сказать, что он заработал, он должен эти деньги потратить. Только сен ананы бір жерге ұстаған кезде, бірдеңкеге салған кезде ғана сен осы ақшаны таптым деп айта аласың. То есть трейдер сол кезде ғана плюсқа шығады. Неге мысалы ол там $100 бастады, 1000 жасады, 2000 жасады, ол 2000 жасаса 1900 неге плюс емес? Өйткені ертең Мубарак деген токен шықты, или Трамп койын шықты, ол алдыда $70 сатып алды, $2000. Потом арада 1-2 апта өтті, или 1-2 ай өтті, қанша болды? 1-2 ай өтті ғой Трампқа. 7 есе түсіп кетті, бағасы 7 есе түсіп кетті. То есть сенің $2000 7 есе түсіп кетсе, 70% ғой, 70%-ға түсіп кетті болды. Сенің $2000 қанша? $500 болып қалды. Ал таптың ба, не таптың сонда? Получается, сен түк таппадың. Да, там кто-то будет говорить, мен де сөйтіп айтамын, ол опыт, ол жақсы деп айтамын, мысалы, бірақ если күнде сондайға іліне берсең, если қуасың ба, кет дегенде ит те кетеді ғой деген сияқты ғой. Бір нәрседен сен бір қате таптың ба, болды, сол прям өзіңе бір таңба қылып ананы жазып алып, қайталамау керек қой. Бір қатені қайталамау. Менде бір гипотеза бар. Егер адам бір қатесін екінші рет қайталамаса, вообще жалпы қайталайтындай мүмкіндік қалдырмаса өзіне, онда оны тек прогресс болады да. Мысалы, өздеріңіз былай көзіңізді жұмып елестетіп көріңізші. Менде бірақ мүмкіндік бар, бірақ қате бар. Любой салада мен бір қате жасаймын. Бір қате жасадым, ол қате жасама деп тұрған жоқ, көп қате жасаңыз, көп варианттарын көріңіз, бірақ бірдей қатені 2 рет қайталамаңызшы, болды. Сонда сен үйренесің, сонда сенде нәтиже болады. Сол үшін трейдердің күнделігін жүргізген кезде сіздер себепке қатты мағына қоямын мен. Неге десеңіз, себепке қателеріңіз сол себептерде болуы мүмкін. Неге мен сатып жердім? Өйткені маған срочно ақша керек болды. Қате ме? Қате. Сол қатені қайталамашы, екінші рет саған срочно ақша керек болған кезде сен ол жерде минусқа сатпа. Көрдің бе? Уже сен ондай қатеге бармайсың. Или неге мен саттым? Мен қорқып кеттім. Келесі жол сен қорқып кеткенге сатпа. Өйткені сен алдында уже саттың ғой, сен каждый раз бірдей қате жасай берсең, сенде өзгерісте болмайды. Біз ойлаймыз, өте маңызды нәрсе, мынау криптоға қатысты емес, бірақ психологияға қатысты. Вот сіздер өмірлеріңізді өзгерткілеріңіз келеді ғой? Или өз өмірлеріңіз, қаржылық деңгейлеріңіз жеткілікті ме сіздерге? Обязательно келеді.
вот қараңыз, міне группада қазір эфирде 10 адам отыр. Мұрат аға бірінші болып жауап берді. Иә, конечно, келеді деді. Одан кейін Жансерік қатарынан тұрып жауап берді. Қалған адамдар сыпайылық білдірген шығар. Бірақ сол сыпайылық біздің қатеміз болуы мүмкін. Түсіндіңіздер ме? То есть Мұрат аға мен Жансерік әрекет жасады, даже жауап берген күннің өзінде де. Мен уже енді баға қойып отырған жоқпын ғой, просто как мысал ретінде келтіріп отырмын. Өмірде де тура сондай зат, тура сондай қате болып қалуы мүмкін де сіздерде. Сіз вроде ойлайсыз, ол маңызды емес бұл нәрсе. Мысалы мен ана треугольниктан, любой бір техникалық анализі фигурадан шыққан кезде ретест деген нәрсе бар. Кейбір адам ретест болмай кіреді, кейбір адам заранее кіреді, получается, рисковать етіп заранее кіреді. А кейбір адам ретесттен кейін кіреді, то есть ол шығып қайтадан кірген кезде уже сенімдірек те екеуінің позициясы. Бірақ екеуінің мақсаты, қарап жатқан жалпы жоспары бәрі бірдей. Екеуі де баға өсет деп кіріп отыр. Бірақ біріншісі рисковать етіп кіріп отыр, ал екіншісі тексеріп барып кіріп отыр. То есть бұл жерде екі шешімнің любой қате болуы мүмкін. Бірақ егер сен постоянно сөйтіп кіре берсең, бірдей қате жасай берсең, демек сен бір орында тұрсың да, сенің табысың да бір орында тұрады, сенің стратегияң да өзгермей бір орында тұра береді. Сен ойлайсың, вроде мен бәрін дұрыс жасап жатырмын, а на самом деле сен бір қатені күннен күнге қайталап жатсың. Ол сделка жасау уақыты да болуы мүмкін, ол сделканың көлемі де болуы мүмкін. Мысалы, біреу ойлайды, там Жансая ханым мысалы үлкен объем ақшамен жұмыс жасап жатыр, поэтому ол кісіде үлкен табыс, поэтому ол там мысалы $2000 там ботпен там $200 жасап алды бір айға. Мәселе ол жерде емес. Неге Оңғар мырза оны там 10 күннің ішінде почти қуып жетті? Өйткені ол алды да бүкіл ақшаны Binance'қа салды. Бүкіл ақшаны ананы мысалы кейбір кезде минусқа сатып отырды, қайтадан тоқтатып, қайтадан сатып отырды и почти жетіп алды да. Сол Жансая ханымның бастапқы там 10 күнін, грубо говоря, Оңғар мырзаның 10 күні Жансая ханым 30 күніне теңдей болып тұр да, процент жағынан, есеп жағынан. Түсіндіңіздер? Получается, әр нәрседе сіз қате болуы мүмкін де сізде. Сол қатені өзіңізден тауып өзгертіп отыру керек те. Настройка сияқты ғой, мысалы магнитофон бар ғой, кассетный магнитофонмен радио тыңдап көрдіңіздер ме, былай іздеп? Бар шығар енді ондай адамдар, иә? Радионы былай іздеп көрдіңіздер ме, ананы бұрап? Машинада. Көрдік. Иә. Вот сол кезде сен өзіңе керек емес волнаны өткізіп жібересің ғой, иә? Қытайша айтып жатыр біреу, синди ухо деп айтып жатыр да, саған керек емес, сен оны айландырып жібердің. Ары қарай өзіңдікін іздеп жатсың ғой. Тура солай сіз әр қайсыңыз ешкімге қарамай өзіңізге жеке стратегия құру керексіз. Спот болсын, фьючерс болсын, өмір болсын, баланың тәрбиесі болсын, әр затта стратегияңыз болу керек. Мен мына жерде андай шын айтамын, бір бөспе оқымысты болып көрінгім келіп отырған жоқ, бірақ бағанан бері сіздерге бір-екі рет айттым. Мен мысалы оразадан бәріміз бірдей шықтық, бәрімізде бірдей акклиматизация болып отыр, грубо говоря, өзгеріс. Алдында да айттым, мен бірінші себебін айттым. Неге? Өйткені бізде график өзгерді. Сол түнде ұйықтамай мен солай қалыптасып қалдым. Енді оны өзгерту үшін маған не істеу керек? Басқа стимул керек. Басқа стимул, мен өзімді қинап, таңертең таң намаздан кейін тауға шығып кетіп отырмын. Одан ерінбей қалмау үшін мен өзіме қосымша, мен басқа кәсіпкерлермен бірге шығып жатырмын да, то есть өзіме қосымша стимул беріп жатырмын. Бірінші стимул таң намаз, екінші стимулым кәсіпкерлер. Еще мен оларға сразу ана жерге группасына жазып қоямын, мен барам, мені күт, барам, танысам, сөйтем, вот сөйтіп уже группамен біз шығып бара жатырмыз, получается. Тура солай сізде өздеріңізге стратегияны құру керексіз. Ол стратегия, күнде бір сделка деген стратегия болуы мүмкін. Күнде бір сделка. Сен сөйтіп есептеп көрші, мысалы, күнде бір сделка жасадың. Басында ол 1% плюс болсыншы, 1% плюсті криптода жасау деген, ойбай, өте оңай. 2% жасаш, 2% өте оңай. Мысалы, кім? Мысалы, Шыңғыс мырза.
сізге оңаша сұрақ қояйын деп айтайын или общий сұрақ қояйыншы. айта бер. Минимальный қанша ойнап отырып қанша жасай аласың, қанша процент жасай аласың, айтшы. Вот конкретно как она есть. Мына жерде енді біраз адам отыр ғой. Реально криптода мен жоқ дегенде мынанша процентті былай ойнап отырып жасаймын деп айтшы. Минимальный қандай процент сол? Бір емес қой. Бірге қанағат жоқ қой. Бір емес. 1% жай кіресің де шығасың ғой. Вот, көрдіңдер ме? 20-30% әшейін ғой. Әшейін көрдіңдер ме? Сонда достар, сіздер просто Шыңғыс мырза уже өзін как трейдер есептейді. Ол уже там есептейді емес, ол трейдер, по факту уже трейдер. Просто оған ана пышағын, қылышын, қанжарын қайрау керек те. Біз қайрап жатырмыз енді, бұйырса келеді, тағы да қайрап берем ары қарай. Ананы просто оған ана шабу или балта деп есептесең, балтаның ана шабу траекториясын ғана жөндеп отыру керек те, грубо говоря. Соны ғана қайрап отыру керек. И трейдинг болсын, выступление болсын, мысалы біраз демалып қалдық, алдында тіл деген оратылып қалды. Қазір деген міне уже ауыз ашық, спокойно уже қанша болды? 1 сағат уже сөйлеп отырмын. И әлі мысалы там шаршадым деп те айта алмаймын да, өйткені уже менің деңгейім соған уже қайралған да. Жоқ деген менде ойнап отырып 2 сағат мен спокойно сөйлесем, егер аудитория жақсы қызып тұрса, обратный связь күшті, мен сіздер түсініп жатқанын түсініп отырсам, 3-4 сағатқа дейін уже кете береді де. Ал кейбір кезде болады, мысалы мен ар жақтан обратный связь байқамай, болды, ол даже 1 сағаттың өзі маған ауыр тиеді де ол кезде. Түсіндіңіздер ме? Тура сол сияқты трейдинг болсын, спот болсын, любой сіз серьезно айналысып жатқан затта сіз өзіңізге стратегия құру керексіз, жоспар құру керексіз, и өзіңіздеріңізде бір ереже болу керек. Мысалы, Оңғар мырзамен біз оңаша кездескен кезде мен Оңғар мырзаға айтқам, сізге үй жұмыс, өзіңізге бір 10 ереже жазып келіңіз деп айттым, кажется, я Оңғар мырза? Иә. Жаздыңыз ба? Жоқ, жазбадым әлі. Вот, қанша уақыт өтті? 11-12 күн деп өтті. Почти 2 аптадай өтіп кетті енді да. Почти 2 аптадай өтіп кетті. Ал ол неге жасалмады, қалай ойлайсыз? Өйткені ереже өзіне қойған. Ережені енді ойланып есеп жасау керек қой. Мен қазір отырып есеп отыра алмай тұрмын да, бір орында бола алмай тұрмын. Оңғар мырза, анандай бір маңызды нәрсе бар. Бірінші мойындау керек те. Просто сіз приоритетіңіз там жұмыста болуы мүмкін, отбасыңызда болуы мүмкін, оразаңызда болуы мүмкін. Алдында маған қатты ұнағаны бір эфир тарауихқа келіп қалды ма, қадір түніне келіп қалды ма, сондай болып қалды. Сол кезде Оңғар мырза айтты, жігіттер, мен ар жаққа барам деді, сол күні кірмеді. Маған өте ұнады. Өйткені ол приоритет қойып отыр. Түсіндіңдер ме? Маған маңызды емес қасқырлар, крипто. Мен сол жерге барам, мен уже өзінде сондай жоспар қойып тастаған. Түсіндіңіз бе? Тура сол сияқты, пока сіз көзқарастарыңызды өзіңізге маңызды нәрсеге назарыңызды аудармасаңыз, мен қанша жақсы түсіндірейін сіздерге, қандай практикаларды көрсетейін, қандай стратегияларды түсіндірейін, қандай сайттармен таныстырайын, қандай құралдармен үйретейін, не істемесем де сіздерде нәтиже шықпайды. Поэтому бұл жерде примерный дұрыс жауап былай болу керек. Дүреке мойындаймын, үлгермедім, міне мөлшері осы күні или осы кезге дейін, міне осы кезде мен барам, сол кезде көрсетемін. Вот андай четкий бір шектеу уақыт қою керек өзіңе. Сонда сен ол үй жұмысты орындайсың. Түсіндіңіз бе? Типа солай болады. Қалай ойлайсыз, Оңғар мырза? Иә, дұрыс айтасыз. Ал анандай ақ болды, көк болды ғой, енді мен сізді анандай бір ренжіткім келіп отырған жоқ. Просто мен ол үй жұмысты там, үй жұмыс болсыншы деп бере салған жоқпын ғой. Ол сізге сол кезде керек болып тұрды, сізге келесі деңгейге өсу үшін. Сіз оны жасамадыңыз, келесі деңгей қайда, ол сол жерде қалып кетіп отырды.
И сразу айтайын анандай назар, мысалы жаңа бір проект шықты, жаңа бір бот шықты, тағы бір монета шықты, любой бір нәрсе болған кезде резко назарды ауыстырып бұрын жобалаған заттарды тоже ұмытып кете беруге болмайды да. Ол жаман қасиет. Неге? Өйткені сіздің істі соңына дейін жеткізу показатель процент азайып қалады. Каждый раз сен бір енді алфавиттағыдай А, Б, В, Г, Д деген сияқты өз нәтижеңе жетпей қаласың да. Мысалы сен таксимен бір жерге барған кезде екі позиция бар ғой. Сен точка А, сен тұрған жер, и сен баратын жер деген сияқты. Сен баратын жерді қоясың ғой. Кейбір кезде мысалы 2 точка, 3 точка қойып қоясың. Ал көп адамның көзқарасы бойынша жаңа точка Б шығады, мысалы там робовалет. Хоп, алдында жазған, мен сіздерге алдында айттым ғой, сіздер қасқырлар алдында өзінің мақсатын, траекториясын жазсын деп айттым. Жазып маған бердіңіздер көбі. Кейін қосылғандар да болмады ғой сол. И сол жерде бот, робовалет, там айдос геймс деген заттар болмады ғой сіздерде. Бірақ сіздің назарыңыз ауып кетіп қалды сол жаққа. Хотя басында сіз фундамент, теханализ, график деген істен, грубо говоря, сол нәрселер маңызды болған сізге. Ал в моменте сізге ана нәрсе ауып кетіп отыр. Мен бұл жерде сізді жамандап отырған жоқ, просто сізді как мысал ретінде алып отырмын, оңғарымызда ешқай андай бір ренжіп қалып жүрмеңізші. Просто сондай мысал ретінде келтіріп отырмын. Любой адам сіздің орныңызда, там любой там Ван Дам мырза болсын, там без разницы да. Просто бұл жерде приоритет өте маңызды. И сіздің идентификацияңыз. Мен өзің тасбақа болып сезінсең, сен қоянның әңгімесі өтпейді саған. А ол зат, мысалы, қоян, тасбақа деген немелерде де сабақтарда да көрсетіп алдында айттым ғой. Стратегиялар болады сондай. Біреу қоян, реально. Неге қоян? Ол бір күннің ішінде 100 сделка жасай алады. И ол кісіге сол 100 сделка жасау ұнайды. Сол 100 сделкадан 1,5-2%, 5% табыс тауып отса, сол кісіге ұнайды екен. Мен оны көрдім, маған келмейді екен. Мен анандай юмын ба, тасбақамын ба, короче, өте ұзақ сделкаларды жақсы көремін. Бір алып алдың, 3-4 аптадан кейін, 1-2 айдан кейін саттың, жартылай саттың, бөліп саттың, қайтаран кіріп алдың деген сияқты бір ұзақ бір семейный отношение сияқты бізде бір андай махаббат қой, короче, крипто болсын, басқа сала болсын, ұзақ бір немелерді жақсы көремін, стратегияларды. Және өзіме ұнайтын заттарда, мысалы, сусындар болады ғой, өзіме ұнайтын чайлар, сораптап, ана шалдар сияқты дейді ғой, сораптап, ананы прям өзіңе ұнайтын нәрсені создырам. Ол менің қасиетім деп айтпай қойын, менің стилім, маған жақын стратегия. То есть маған балық аулау сияқты қармақпен асықпай отырып балық аулаған ұнайды. Бірақ ол жаман емес. Бірақ ол стратегия сізге келмеуі мүмкін. Сіз может сетпен, тормен аулағыңыз келеді. Или динамитпен аулағыңыз келеді. Или анандай сүзгімен былай ұстап алғыңыз келеді де балықты. А мен кейбір адамдар болады, ана балықшылар бар ма екен ана жерде, как мысал ретінде келтіре берейінші. Өзім балықшы болғаннан кейін жақында кейбір балықшылар болады, бір қармақтың үстіне там 20-15 күршек іліп тастайды анаған. Каждыйына салады да, соны лақтырып отырады да. Ода, конечно, шанс көбірек балықты алып шығуға. Бірақ ананың бәрін анаған кигізіп отыру, күршектеріне каждыйын ауыстырып отыру вертяк қой, көп уақыт кетеді ғой, енді андай шыдамдылық керек те оғанда. А мен қалай ләззат аламын? Мен ана қармақта бір-ақ күршек болса да, соған іліп тастадым да, салып тастадым. Или мысалы көп күршек болатын болса, мен оданша 5-6 қармаққа іліп тастаймын, жеке-жеке, менде 4-5 қармақ іліп тастаймын, салып тастаймын ана суға. А кейбіреулер болады, бір қармақты сөйтіп мучить етіп тастаған, анау деген бір-бірімен былай алмасып жатады да. Вот тура сол сияқты әр адамда өзіне жақын стратегия болады. Мысалы, алдында хеджирование деп көрсеттік. Хеджирование кезінде Фархат мырза түсіндірді ғой.
бәріңізге ұнады ма сол? Кімге ұнады? Ұнады. Вот, Мұрат ағаға ұнады. Қашан көріскені? Вот. Мына, я уверен, что мына жерде көп адам көрді сол сабақты. Бірақ көбіне ол не түсініксіз болды, не дайын болмады, не ұнамады да ол формат. Скорее всего, енді түсініксіз болды, немесе ол фьючерс болғаннан кейін, может, тәжірибесі жоқ болды ма екен. Мұрат аға, я даже знаю, неге сізге ұнады, өйткені сіз ол стратегияны, золотой пуляны кімнен, Ерланнан көрдіңіз де, уже ол сізге жақын болып тұрды, потому что сіз дәмін көрдіңіз де оны. Нәтижесін вживую көрген адам, ол түсінеді де құндылығы. Вот. Дұрыс. Иә. Енді айтқым келгені сол. Ең бастысы спотта бізде получается бір тоқетерін келтірейік сабақтан. Динара ханым, сізге сұрақ қойсам бола ма? Обратный сөз болсын. Ең маңызды заттарды айтып кетесіз бе тезиспен бүгін неден бастадық? Өзіңізде, есіңізде қалған маңызды затты айтыңызшы. Қалғандарына сразу кеңес ретінде жазып алып отырыңыз сол айтқан нәрсені. Көбінесе психология жөнінде сөйлестік қой өзіміздің. Хорошо. Жоқ, анау жалпы широкий қылып алмаңыз. Именно сізге тиген затты айтыңызшы. Ол мысал да болуы мүмкін. Вот мен мына нәрсені түсіндім, маған осы нәрсе жетті бүгін деп. Қазір менен бастаған қиын екен. Мәселе даже Динара ханым, мен мына нәрсені неге сізге қойып отырмын, өйткені сіз дайын емес екеніңізді біліп отырмын да. Мен именно қазір мына нәрсені айтып отырғаным өзі сіздерге бір подсказка болып отырды. Келесі эфирларда ұнап жатыр ма, сразу жазып алып отырыңыз. Міне қазір эфир уже, грубо говоря, аяқталып отыр, грубо говоря, теория жағымыз. Бірақ сізде, сіз ана эмоцияның астында тұрсыз да, сізге өте ұнады ғой сабақ. Иә. Вот. Ал не ұнағанын сіз есіңізге түсіре алмай отырсыз. Түсіндіңіз бе? Көбінесе психология жөнінде ғой, енді білуге мақсат қою, стратегия құрау. Ал мысалы, тұра тұрыңыз, Динара ханым, сіз говорите, психология говорите. Ол психология ғой көбінесе. Твиттердағы неше, мысалы, вот сіз про Твиттер бойынша қойдыңыз. Твиттерда мен сіздерге көрсеткен нәрсені. Это был ваш вопрос, вы даже забыли, что вы его задавали. То есть, түсіндіңіз? Ну, это понятно. Твиттер, это я поняла, что надо, короче, бүкіл монетаға сенбей, лучше диверсификация жасау. Вот, а Твиттер бойынша сіздерге общий қандай жұмыс берілді? Твиттердан, чтобы выбрать өзіне керек қандай монетаға бізде назарымыз бар, сол твиттерларды тауып, и соларды қарап нету керек, короче. Все, то есть, бұл маңызды ғой бұл нәрсе, иә? Ол өте маңызды. Вот, осы нәрсені неге айтпадыңыз? Твиттер, мысалы, если ана твиттердің адамдары дұрыс қатты жұмыс істемесе, например, сайттың дұрыс жүргізбесе, если, например, олар алдында бір күнде бір ақпарат жіберсе, мысалы, біз мынаны істеп жатырмыз, а потом раз тишина, бір жұмаға пропадает, уже это маленький сигнал, что надо выходить оттуда, например. Да, уже какое-то сомнение бар. Значит, они уже расслабились, или олардың ойлары өзгеріп жатыр, или они стоят под вопросом закрываться или что дегендей. Потому что Террада дәл солай болды. Ол құлайтын алдында, ол уже твиттері жаман жұмыс істеуге бастаған. Да. Мен слушаю сізге твиттер туралы, и қайдан сіз ақпарат іздейсіз, қалай сіз оларды табасыз. Соған сондай қойдым. Лунаның алдында өте көп ақпараттар шығып кетті. Лунаның клаудының алдында өте көп жақсы ақпараттар шығып кетті. Ойба, Луна күшті, Луна ана, Луна ақ болды, көк болды деген сияқты. Соңғы мақтаған қыз тойда не істейді? Сол нәрсені істеді ғой, короче. Слишком қатты мақтап кетті біріншіден.
екіншіден мен ананың тарихын дұрыс түсіндірмедім, бірақ қатты ана эфиріңізді созғым келген жоқ. Ол жерде доквонды подставили конкуренты. Они получается, ақштан USDS, Coinbase биржасы, Қытай жақтан Justin Sun қосылып, Тронның басшысы и HTX биржасының басшысы үшеуі үш жақтан жабылып, доквонды USD-ін сатып алды, получается, и минусқа сата бастады. Өздеріне минусқа, грубо говоря, $1 құнымен алды да, цент құнымен сата бастады. Әди конкуренттары. Сол затқа доквонның командасы, компаниясы дайын болмай қалды. Ана уже бір сілкініс болғаннан кейін, ол как жер сілкінісі сияқты да. Мысалы, Алматыда алғашқы қатты жер сілкінісі болғаннан кейін көп адамдар квартиралардан қаша бастады, шетелдіктер сыза бастады, Алматыдан короче сразу самолетпен кете бастады. Анау сілкініс қой, кәдімгідей стресс та адамдарға. И уже сенім жоғала бастағаннан кейін ол уже дірілдей бастады да, 100-ден уже ақырындап түсе бастады. 100 психологический уровень, 100-ден түсіп кеткеннен кейін уже адамдар паника басталды. Сол моментта конкуренттер тағы да кірді, тағы да қыса салды, одан сайын бұға берді. И уже негізі доквонның проекті взламывать еткен жоқ, ол адамдарды алдаған жоқ. Он не кинул, Динара ханым, его подставили конкуренты. Его выкупили все монеты, бәрін сатып алды да, и минусқа сата бастады. То есть, Шыңғыс мырза, мысалы, зикр машиналарды қанша миллионмен кіргізіп жатсыз? 15 миллионмен кіргізіп жатсыз ба? Шыңғыс мырзадан әди конкуренті 15 миллионнан алады екен де, 13 миллионнан сата береді екен. Прикинь? Вот прикинь, сондай конкуренті бар чека сенде. 15-тен сенен алады, и 13-тен өзіне қарсы сатады екен. Бірақ сөйтіп ете берген сайын, ол бүкіл сенің аудиторияңды өзіне тартып алды. Түсіндің бе? Тура солай жасады да. Ана USD жаңа проект қой. Ол жаңа проект болғаннан кейін, ода тұрақталған аудитория болған жоқ. Как Лунадағыда, или как биткоиндағыда, эфирдағыда деген сияқты. Или XRP-ның аудиториясы өте мықты аудитория негізі XRP-дікі, өйткені бәленбай жыл просадканы шыдап шықты. И тура солай, получается, қолдаушылар ғой, енді грубо говоря, инвесторлары деп айтсаң болады, держатели деп айтсаң болады. И USD-да ондай адам болмағаннан кейін, сенім болмағаннан кейін, ол өте қатты құлап кетті. Ол USD-ді қамтамасыз ету үшін, ол бейшара Лунадан бүкіл активті шығара бастады. Лунаның ақшасын USD-ді қорғау үшін қолдана бастады, пайдалана бастады. Хоп, соны пайдаланған кезде аналар Лунаға кіреді. Лунаны құлатады. То есть бұл как енді андай мемлекеттік бір не сияқты үлкен стратегия ғой, как рейдерский захват сияқты, или как бір сен оң қолыңмен там бір зат көтеріп отырсың, екінші қолыңмен там ана затты көтеріп отырсың, ол алады да сен бүкіл бір қолыңа там заттарды сала береді, и сен уже бір жағың кетіп бара жатқан кезде сен екінші жағыңа баса береді, сөйтіп кезек бейшара жас пацандарды, короче, қысып тастады. И они просто дайын болмай қалды да. Ана жақтан Трамп сияқты адамдар келіп бар. Кімді? Илон Маск сияқты адам ғой, Джастин Санс деген, чуть ли не Илон Маск қой, крипто саласында негізі. Тронның басшысы, плюс өзінің крипто биржасы бар. Өте непростой адам. Еще өте өзімшіл адам, анандай прям. Басков сияқты, короче. Киркоров, Басков сияқты крипто саладағы. Вот. Показушник. Оған анау намысына тиіп кетті, что какой-то кореец, сөйтіп ойлап отыр, какой-то жас пацан бір жылдың ішінде Лунаны шығарды. Енді ол Луна деген ол жарайды, ол крипта жағында ғой, ал USD деген ол уже стейблкоин ғой, а стейблкоин деген ол уже монополия. Как стейблкоин деген криптаның ішіндегі монополия. Мысалы Tether, USDS. Любой адам білет, что сіздер қазір любой монета алғыңыз келсе, сізге USDT керек, правильно? А USD деген, ол USDT-дің конкуренті, то есть он сделал конкурента USDT-ға. Может, даже USDT-дің қатысы бар шығар доквон Лунаның қылауына, түсіндіңіз бе? Просто конфликт интересов болып қалып тұр ғой бұл жерде. Ал ана корейш жігіт дайын болмады да доквон оған.
ол уже жизнь удалась деп жүрген ғой, бір аптаның ішінде жоқ қыла салды. А ол нәрсе крипто саласында бұрын болмаған нәрсе болып тұр да, түсіндіңіз бе? Сол үшін осы зат бізге өте құнды болып тұр. Не в том формате, что ертең ол сондай болып қалуы мүмкін емес. Біз сол затты көрген адам, біз оған дайынбыз. Біз уже қатты сенбейміз. Кейбір кезде біз уже там эйфорияға берілмейміз, немесе паникаға берілмейміз. Немесе сондай ситуация болған кезде біз уже білеміз, кезінде осындай болған, былай пайдалануға болады осы ситуацияны. Немесе былай пайдалануға болады. До конца құласын, сол құлаған кезде бір отскокқа кірем. Немесе бәрі құлап жатыр, паника басталмай тұрып, паденияға кіріп кетуге болады. То есть варианттар көп те сіздің стратегияңызға байланысты. То есть ойлайсың ғой, құлап жатыр деп, мысалы, құлап жатыр, құлап жатқанда адамдар ломкқа кірді, или споттан тағы да сатып алып жатты бірен-саранда. А видите, они попали. Почему? Потому что не видели такого, никогда не видели. Они верили, ол зат, ол эфир сияқты, биткоин сияқты, BNB сияқты өзінің бір психологиялық уровень деп айтам ғой. Адам любой затқа үйренеді ғой адам. Әдет байлайды. 21 күнде әдет пайда болады дейді ғой. Сура сол сияқты 21 күннің ішінде адамдардың көздері үйреніп қалған ғой. Луна $100 болды. $100 лунаға нормальный баға. Максимум 80-ге құлайды болды. Вот уже психологиясында сол адамдарға сөйтіп сендіріп тастаған, сол сеніп қалып қалғанда олар. А үлкен киттер, мына компаниялар жабылып, әдейі жасап отыр ғой, ана паденияны әдейі. Даже просто спекуляция емес, қазіргі маркетмейкерлар сияқты биржадағы обычный спекуляция емес, бұлар кәдімгі бір топ адам болып жиналып, компанияға қарсы прям бір үлкен операция сияқты, соғыс қой, грубо говоря, соғыс жариялап отыр ғой сондай компания, сондай монетаға. Поэтому сол затты біз көрдік. Мен үшін анау кәдімгі кино ғой. Былай қарасаң, художественный фильм сияқты. Осы жерде сіздерге сразу бір кеңес айта салайын. Былтыр байқамай қалдыңыз, может сіздер байқамадыңыз, ТМД елдеріне қатты әсер етпеді FTX биржасының падениясы. Неге? Өйткені бізде основной биржалар Binance, Bybit, OKX, FTX-ға жоламады бізде адамдар көбі. И оларда анандай асадық жоқ. Ал бүкіл әлемде сондай асадық бар. Өйткені глобальный мемлекеттің, бүкіл мемлекеттердің арасында алатын болсаң, FTX-дің долясы өте үлкен болды. И сол FTX биржасы бойынша кино түсірді. Былтыр ма? Биыл, қазір мен сіздерге атын да тауып берем. То есть сондай заттарды падение крипто короля деген 2024-те шыққан, бұл FTX биржасының скам болған тарихын документальный фильм қылып түсіндірген, художественный документальный фильм қылып түсіріп отыр. На реальном, мынау, грубо говоря, любой бір крипто курстың основасы деп айтсақ болады. Бұл өте бір пайдалы ақпарат болып тұр. Фундамент жағынан. Технология жағынан емес, фундамент жағынан. Мынандай нәрселерді сіз көрген кезде бұл, мысалы, Марғұлан ағаның бүкіл өмірін көріп шығу сияқты ғой. Анау миллиардтық, триллион ақша айланған жер ғой, FTX деген биржа, почти Bybit, Binance сияқты биржа. Сол бір күннің ішінде жоқ болып кетті. Жоқ болып кетті де қаншама адамның ақшасы сол жерде қалып қалды. Ақшасы қалған жоқ, по факту ақшасы жоқ. Сондай болды. Сондай заттар локально болып тұрады биржаларда. Кетті? Не үшін? Там взлом был, анау болды, мынау причиналар көп. Посмотрите этот фильм. Падение крипто короля. Бәрі өте жақсы түсіндірілген сол жерде. А Байбиттан тоже же соны ожидали, когда вот это взлом болды ғой? Да, ожидали. Я даже думаю, сол FTX-ті құртқан адамдар хотели Bybit так же сделать, но не получилось. То есть Bybit дайын болды да сол затқа. Түсініңіздер ме? Ал
Байбиттің дайын болуы, мысалы МНТ деген монета бар ғой, МНТ деген байбитқа тікелей әсер енді байбиттің монетасы МНТ деген мантл. Білесіздер ме соны? То есть байбит сондай зат. Жазып қалай дедіңіз? МНТ. Ой, Жаза аласыз ба мен қазір готовить. міне мантл деген байбиттің монетасы мынау. То есть егер байбитқа жаман болса, бұл мантл жүдейді. Егер байбитқа жақсы болса, бұл семіреді. То есть бұл да показатель ғой. Мына жерде былай бірдеңке деп жазылуы мүмкін. Просто бұл мантл деген МНТ. Байбиттің бит деген монетасы болған негізі. Біздің ана сірке сияқты бит деген монетасы болған. Олар, короче, кезінде биттің бір жағдайы дұрыс болмай жатты ма, мантл деген компания то ли сатып алды ма, или коллаборация жасап, екі монетаны бір-біріне қосты. То есть бит пен мантл қосылып, мантл деген проект шықты. И получается байбиттің нативный токені МНТ осы. Оны білетіндері бар, бұрыннан жүргендер. А новичоктар білмейді, даже мантлға кірсең, байбит туралы бір ауыз сөз жоқ. Бірақ негізгі трейдерлар, инвестор бұрыннан жүргендер білетті, МНТ байбиттік екен. Binance'тың BNB сияқты МНТ, түсіндіңіз бе? Түсінікті, енді будем знать. Вот. И жаңа мен айтқандам падение криптокороля деген сияқты. Вот. Ол тегін бәленбай компанияның тәжірибесі ғой, опыты, бәленбай трейдерлар, сіз сияқты инвесторлар, трейдерлардың ситуациялары ғой. Как будто сіз бір киномен 1000 адамның өмірін көріп тастайсыз ғой. Өйткені ол жерде сіз сияқты адамдар биржаның ішінде ақшасын ұстады, позицияларында болды. Мысалы Шыңғыс Мырзада өте жақсы кейс бар, мен өмірімде көрмеген ондай нәрсені. Шыңғыс Мырзада фьючерста бір позиция болды. Динара ханым, сізге маңызды, слушайте. Фьючерста позициясы болды. Ол позиция бойынша он в плюс либо в безубыток мог закрыть. Но она монета биржадан делистинг болып кетеді, прикинь, а позиция фьючерста стоит. А ол делистинг болған кезде его принудительно закрывают позицию. Прикинь? Минуста тұрған кезінде жауып тастады ғой. Минуста тұрған кезде жауып тастады. Ал басқа биржаларда ол монета плюсқа барды қайтарам. Даже жақсы плюсқа барды. Просто, то есть, только за счет того, что она биржадан ана монетаны алып тастады, Шыңғыс Мырза табысын таппай қалып отыр да. По факту дұрыс көріп отыр, бәрін есептеп алды, бәрі дұрыс болды. Просто ана биржадан делистинг болып жатқан нәрсені байқамай қалды, либо кеш байқап қалды да. Егер сәл бір күн ертерек білсе, ол кісі рисковать етпеді, либо басқа биржадан кіруші еді. Вот, поэтому ондай тәжірибе, ол өте жақсы кейс. Мысалы, мен жаңа осыны айтып бердім, сіз уже білесіз. Басқа кісілер, фьючерспен айналысатын адамдар уже білет, что егер монета тұрақсыз болса, жаңа болса, тексеріп отыру керек. Может, делистинг деген нәрсені естіп қалған кезде резко шығып кету керек. Тура сондай позицияны басқа жерде аша сал лучше. Сонда уже страховкам болады, да? Либо вообще закрой эту позицию. Қай биржада, қай Байбитта болды. Осы даже алыс емес, осы жақында болған зат, биыл болған. Шыңғыс Мырза, сізге сұрақ. Осы қай монета, қай кезде болды? Осы биыл болды. Иә, осы оразада ғой сізге баратын алдың бүгін. Вот сондай кезде болған ғой. То есть фьючерста отырдың, сен дұрыс көріп отырсың, бірақ ана монета биржадан алып тастайды. Полностью жоқ болып кеткен жоқ, просто сол биржадан алып тастады. И сенде позицияң минусқа жабылып кетіп отыр. Автоматты тұрғыда. Я спотта бар, бірақ фьючерстен алып тастаған. Я спотта бар еще, вообще прикинь. Как будто әдейілеп тұрып Шыңғыс Мырзаға. Оның негізінде бар ғой. Негізінде оны ескертеді екен алдын ала. Бір сағат бұрын. Я, сол кезде сен көрмеген ғой. Дайын болу керексің. Вот. Өйткені ол неге ескертеді? Өйткені сендерде келісім шарт бар ғой. Грубо говоря, сен биржада каждый сделкаңда сенде келісім шарт бар.
оның страховкасы болуы мүмкін, қорғанысы болуы мүмкін. Оны ана кішкентай шрифтпен кірген кезде, тіркелген кезде шығарады. Немі сөзіңізді бөлейін, ренжімеңіз. Мен рас білмей қалдым деп өтірік айтып қойдым рас. Листинг дегенді мен, андай түсінгенмін ғой. Бір неге биржаға шығайын деп отыр, қазір тағы дальше өседі деп ойладым ғой мен, өзі қате көрген, бірақ зато соның арқасында өте үлкен сабақ алып отыр да. Ол өте маңызды сабақтардың бірі. В общем, анандай есте қалатын қате болып тұр ғой, келесі жол қайталамайтын қате болып тұр. Егер өзіңіз ондай қателік бір жағынан опыт болып тұр ғой. Өте үлкен тәжірибе болып тұр. Бірақ ондай тәжірибені ешкімге қаламайсың. Бірақ өз басқа тимегенше оны маңыздылығын түсінбейді да адам. Сол үшін мен былай шұқып айтып отырмын да, ертең сіздерге осындай жағдай келіп қалатын болса, сіздерде уже дайын кейс бар да. Вот кезінде Шыңғыс мырза сөйткен, осылай болып қалды. Ешкім оған возмещение ештеңе жасамайды, өйткені ол кісіге айтты, делистинг болады деп айтты, ол өзі рисковать етіп қалды да позицияны. Вот сондай. Так, жаңаға немізге қайтаран келек қорытындымызға. Динара ханым айтты, бүгін мен жақсы түсінген маңызды болған зат, ол әр адамның өзінің жеке твиттері болу. То есть твиттер болу, крипто твиттер болу керек сіздерде. Ол крипто твиттерді сізге ұнайтын проекттер болу керек. Сол проекттардың басшыларына тіркеліңіз. Сол проекттардың басшыларының әйелдеріне тіркеліңіз. Сіздің өз стратегияңызға байланысты болу керек. Может, сол, не знаю, бір қалада, именно бүкіл бір қалада жүрген инвесторлардың несіне тіркеліңіз. Или бір елде, может, сіз Австриядағы криптоларға сенесіз, может, сіз Қытайдың проекттарына сенесіз. То есть, бір Қытайдың проекті, келесі Қытайдың проекті, сөйтіп жүктейсіз бе? Ол әртүрлі болуы мүмкін стратегия. Может, сіз NFT проекттарды қарайсыз, то есть сізде тек NFT проекттер болады. Может, сізде там игровой проекттер болады, может, DeFi секторы болады, блокчейн секторы болады. То есть, сондай сізде бір каталог болу керек қой Твиттерда. Сразу осы жерден айта кетейін, бұл да ақша табу тәсілінің бір жолы. Өйткені, кто владеет информацией, тот владеет миром дейді ғой. Егер сізде өте мықты твиттер болатын болса, сол твиттеріңізді сатуға болады даже, представляешь? Даже аккаунтты емес, сіздің подпискаларыңызды сатуға болады. То есть, сізде өте мощный сондай бір база данных болса, сіз оны искусственный интеллектқа байлап қойсаңыз болады. Немесе тікелей жаңадан кіріп жатқан адамдарға бөліссеңіз болады, ақшалай бөліссеңіз болады. Мен енді бұл жерде группаның ішінде бір-біріңізге сатыңыз деп отырған жоқпын. Бірақ жалпы бұл затпен білетін адам любой жерден ақша жасауға болады кәсіпкерге. Главное, идеясы болса болды. Сол идеяның өзінен ақша жасауға болады. Может, ол жерден, может, крипто не бар шығар. Эксперттар болады, оларға ақпарат іздеп отыру керек. Ол күнделікті ақпаратты қарамау үшін сондай каналдардан қарайды. Ал сен, может, мысалы қазір бізде нелер бар ғой, SMM-шік, маркетолог деген сияқты көп болып кетті ғой, мысалы там контент-мейкер деген сияқты, там сөйтіп контенттарын жазып беремін, рилстарын түсіріп беремін, сөйтіп беремін, бүйтіп беремін, идеяларын жасап беремін деген адамдар біреудің өмірін жеңілдетіп жатыр да, түсіндіңіз бе? Сізде тура солай криптоға келген адамдардың өмірін жеңілдетуіңіз мүмкін. Қалай? Сізде уақыт көп, сіз әртүрлі мықты трейдерларды, эксперттарды, мықты разработчиктарды білесіз, мықты фондтарды білесіз. Alameda Research, мысалы, міне былай. Вот вам өте мықты лайфхак. Мен кірдім, Safari'ға кірдім, фандрайзингқа кірдім, мына жерде фанды дегенді аштым. Хоп, мына жерде бүкіл криптофондтар шығады, прям топпен шығады. Міне ең бірінші, міне Coinbase, қанша салды, қайда салды, короче, осы жерден сен бүкіл фондтардың ішіне кіріп шығсаң болады. И каждый фондтың несі бар? Твиттері бар, инстаграмы бар, сайты бар. Ол жерде какой-никакой ақпараттар болады. Понимаете? Міне твиттер. Мен твиттерім дұрыс істемей тұр. Но сіз өзіңіз спокойно ашып алсаңыз болады ана жерде. Че мой твиттер? Блокнули, что ли, или что?
Короче, обновить ету керек қой деймін, маған по-моему. Ну, жалпы идеяны түсіндіңіз ғой, иә? Я түсіндік, но это очень много времени занимает, да? Осының бәрі. Возможно. Мен сіздерге айтып отырған жоқпын, қазір прям достар қазір сататын твиттер жасап алайық деп тұрған жоқпын ғой мен сізге. Мен сіздерге айтып отырмын, өздеріңіздің құндылығыңызға, өздеріңіздің запростарыңызға қажетті нәрселерді жинай бастаңызшы. Күнде бір канал іздеші хотя бы. Ол көп уақыт алмайды, ол 5 минут, 2 минут уақыт кетеді. Күнде бір фондты зерттеші, күнде былай кірде. Мысалы, бір күн Coinbase-ті қарап шық. Неужели сенде там бір кино көрген кезде или там Инстаграмға кіріп, бір-екі рилс көрген кезде мына жаққа кіріп, мына сайтын зерттеуге тура соншама уақыт кетеді. Или там бір группаға келіп, бір сообщение жазу, біреумен сөйлесе салу деген сияқты заттарды. Одан кейін сіз айттыңыз ғой, бастығы ма, тонның бастығын дедіңіз ба, директорын? Я Дуров, Павел Дуров. Жоқ, или басқа біреуді айттыңыз сіз. Может быть. Который ана нені құлатқан, Терра Лунаны құлатқан. Джастин Сан. Содан тағы да еще, оның криптасы қандай? Трон, TRX. Трон? Трон, да, Трон. Вот сіз соны айттыңыз, что ол кісі осындай деп. Біз ондай ақпарат жоқ қой бізде, я, например. Сіз уже баяғыдан бері криптода болғасын, сіз даже адамның характерін білесіз. Вот, даже соны айтып отырмын. Ол сөйтіп зерттеу жасаңызшы, просто мықты проекттардың басшыларын білу сізге артық болмайды. Оның құндылығын білу, оның достарын білу деген сияқты да, сен уже білесің. Аха, Трон монетасының бастығы Dot валютасының бастығымен кездесті бүгін. Кездескенде не айтты? Мынаны айтты, мынаны. Аха, значит, жақын арада екеуі қосылуы мүмкін. Демек, ертең екеуі қосылатын болса, Трон монетаның өсімі Dot валютаның өсіміне жақсы болады. То есть, любой екі мықты проект қосылатын болса, жақсылықты күтеді ғой. То есть, бәрі өсімді күтеді де сол екі проекттан. Оны алғашқы білген адам сіздер алдын ала сол моментта Тронды, Дотты алып қойсаңыз болады да уже. Сізде уже прям твердый причина, себеп бар да, ананы сатып алуға. Неге? Өйткені мына екеуі қосылып бірдеңке мучить келе жатыр да. Ертең уже анау айтып отырмын ғой, қышыма анау Джастин Сан мысалы кіммен қосылатын болса, Илон Маскпен қосылатын болса, мен сол күні Трон сатып аламын, наверное. Потому что сөйтіп жұмыс жасайды, нарықта ақпарат солай жұмыс жасайды. Түсінікті, Илон Маскта Dogecoin ғой, я? А Тронда сол, получается, анау Джастин, да? Просто Dogecoin'ның держателі ол. Dogecoin'ға тікелей қатысы жоқ, бірақ Dogecoin'ды Илон Маскқа байлап тастады уже психология тұрғыда. Поддержка болып тұруған күшті. Но енді ол тікелей оныкі емес. Мысалы, Трамп Coin мен Трамп екеуі прям тікелей Трамптікі, анау явно. Понятно же? А Dogecoin просто ұнады да, кезінде ол біраз ақша жасады онымен. Просто он держатель, торгует. Короче, сондай бір ермегі ғой енді, грубо говоря. Может, определенный долясы бар шығар, кім біледі? Осы жолы, короче, Бераны алған жоқпын спотқа. Потому что мен краткосрочный спекуляция жасап жатырмын. Может, 3-4 күнге солай. Қазір бәрі құлап жатыр ғой. Бераны алмай, нені алдым, Суині алдым. Өзімдің жақсы көретінімді. Суи алдында, мысалы, кеште бәрі эйфориямен алды ғой, 8-9-дан. И по факту сіз алмадыңыз, бірақ сізге қазір алатын болсаңыз, это намного выгоднее, көрдің бе? Уже мына жерде коридорды явно көріп тұрсыздар ғой, иә? Вот это прям сильная зона сопротивления тұр да, 8,5-9-да асылмай тұр. И тура сондай поддержка зонасы тұр міне мына жерде, 4,5-5,5-да. То есть пока что осы екі деңгейдің арасында можно в короткую торговать смело, потихоньку. 5-тен алдым.
Суимен сол істеп жатырмын. Суида, потому что дешевле монета стоит. Как вы думаете, чем монета дешевле, тем лучше покупать их, да? Почему? Потому что $1000 мысалы бәленбай монета аласың арзанға. И ол бар ғой, оның Динара ханым, сөзіңізді бөліп жіберейін. Ол работает, если сіз мына жерде эмиссияны тоже учитываете. То есть екі монетаның құны бірдей болуы мүмкін, просто мына бираның количествосы 500 миллион, ал ана екінші монетаның количествосы там 1 триллион болуы мүмкін, да, понимаете? Сол нәрсені тоже учитывайте. То есть, конечно, мына 500 миллиондың өсімі өте үлкен болу ықтималдығы бар. Ал қайсының количествосы ертең кейін көбірек болады, мысалы, как там Shiba Inu, Dogecoin сияқты количествосы көп қой, слишком. Олар уже өсе алмайды, да? В долгую қайсының саны аз, солардың өсімі жоғары көбірек болады. Жоқ, мен краткосрочный айтып тұрмын, спекуляция ретінде 3-4 күн ішінде болатын затты айтып тұрмын. Жоқ, болады ғой, но просто екеуін салыстырған кезде сен түсіну керексің, что там енді BMW қайсы BMW екенін, қайсы Corolla екенін деген сияқты, Toyota. Енді жоқ, үйтіп емес, міне жаман бір Priora мен BMW-ның түсініп отыру керексің да сен. Иә, қысқа мерзімде Priora мен ақша тапсаң да, сен ана проект BMW екенін мойындау керексің да, білу керексің. Анау по-любому BMW. Просто бүгін мына Priora солай болып тұр. Короче, Priora монета бар ғой, осы ғана ғой, я раз надо фундаментальный очень крепкий проект. Болашағы бар. Алдында сіз IP-ні айттыңыз, потом тағы да бірдеңелерді айттыңыз. Они не такие фундаментальные, да? Да. Вот мен соны айтып отырмын. То есть, әр заттың өзінің бір несі бар да, салыстырмалы тұрғыда. Енді ана не сияқты ғой, там Айжанның бойы ұзын, Динараның көзі жақсы деген сияқты. Сондай бір заттары бар да. На вкус и цвет, но все равно общий картина көбінесе там почему определенный бір кісілерде подписчик көп, өйткені ол көпшілікке ұнайды, и бері солай ертең көпшілікке ұнайтын проектқа айналады. Ал ана ИП только ИП-сы бар адамдарға ұнайды деген сияқты, түсіндіңіз бе? То есть круг өзінің бір ортасы бар, ол ортадан шыға алмайды. Мысалы Айдос Games қандай жақсы болмасын, ол Қазақстанға сеніп отырған адамдар кіреді, IT саласына сеніп отырған адамдар кіреді, ойын саласына сеніп отырған адамдар кіреді. Бірақ музыкаға кірмейді, спортқа кірмейді, NFT-ға кірмейді, ну NFT-ға может жетті кіру мүмкін, блокчейнға кірмейді. Видишь, ол уже аудиториясы жеке. А Бераның ішінен ертең басқа проекттер тууы мүмкін де, ол как құлынды бие сияқты, короче, анау құлынды бие ғой, грубо говоря. Ертең туалады да, ол ары қарай басқа проекттер ішінен шыға алады. Solana сияқты, тот же не сияқты. Ну, Луна да сондай болған, а так, поэтому оны да шегермеу керек те, Лунаның тарихы. Ол енді күнде келе бермейді, бірақ оны да ұмытпау керек қой. Бұл андай сатқындық сияқты нәрсе ғой, түсінесіз бе? Мысалы, Кенесары ханның несі сияқты, басы сияқты. История повторяет. История болып тұр ғой, Кенесары атамыздың басы сияқты затты. Ол күнде болмайды, бірақ оны ұмытпау керек те, түсіндің бе? Сондай сол сияқты да енді ондай мысал келтірмей қою керек, просто сол кісі есіме түсіп кетті. Я биржа FTX, Terra сияқтылар болмайды ондай нәрсе, ол глобальный болған нәрсе, ол өте көп опыт беретін нәрсе. Бірақ сен сондай нәрселерге дайын болсаң, сенде сондай опыт көбірек болса, сен сондай зат дайын боласың. Ертең енді не дай Аллах, Bybit, Binance бірдеңке болып буксовать еткен кезде біз соған дайын болу керекпіз де. Біз сол жерде пайдаға дайын болу керекпіз. Аха, былай істейміз, өстейміз, резко шығып кеттік, резко холодный теплый кошелектарға шығып кеттік, біз дайын болу керекпіз. Даже біз өз ақшамызды сақтап қалу сондай жағдайда бізге табысқа жеткенмен тең болады. Оны көп адам түсінбейді. Негізі өз ақшаңды сақтап қалу бұл нарықта, любой бизнеста, любой нарықта өте маңызды. Даже сенің табысқа жетуің емес, өз ақшаңды сақтап алу.
өйткені өз ақшаңды сақтап алу өміріңмен тең де. Сенің өміріңді қалай, сен құнды ғой өмірлеріңіз сіздерге, или отбасыңыздағы адамдардың өмірі құнды ғой. Тура сол сияқты сіздің қаражатыңыз сіздің осы саладағы өміріңіз ғой. Түсіндіңіз бе? Қаражат бітіп қалса, сен не қарызға кіресің, а ол уже жаман. Или там зарплата күтесің, тағы бір ақша күтесің, или уже басқа бір назарың кетіп қалады, болды. А пока сенде қаражат бар бұл салада жүрген, сенде демек бұл салада мүмкіндік те бар. Қаражатты сен егер мысалы биржа жабылды, бір монета, бүкіл ақшаны бір монетаға тығып тастадың, ол монета құлап кетті, или тағы бірдеңке жағдай болып кетті, болды, сен өз жаның кетіп қалды. Как ойында жизнь кетіп қалады ғой, тура сол сияқты өмірде ол да. То есть мен сіздерге алдында ең басында айттым ғой, ең маңызды заңдылық, ең маңызды ереже сіздерге осы нарықта ұзағынан қалып қалуды, ұзағынан осы нарықта продержаться надо. То есть бұл ең біріншісі, потом одан кейін сіздің психология жағынан сұрақтар, одан кейін получается, енді ақпарат ол бәрі құралдар. Мысалы, мына бүгін айтқан спотта трейдер қай кезде, жалпы любой жерде трейдер қай кезде ақша табады, бұл енді сіздер может психология деп айтасыз, бірақ бұл тек қана психология емес, бұл адамның өзінің несі, нутро ғой. Бұл өмірде де тура солай болады. Сіз айлықтан айлыққа дейін жүре береді адам, байқамайды оны. Ал егер сен оны жаратып отырсың, дұрыстап жаратып отырсаң, сенің айлығыңды уже көбейтіп алуға болады. Айлығыңды көбейтуге болады. Ал айлығыңды көбейту үшін не істеу керек? 2 жұмысқа барып істейді ғой адам, істейді. Неге 2 криптомен жұмыс жасамайсыз? Неге сіз тек суиға байланып қалдыңыз деген сияқты, түсіндіңіз бе? Суи бір жұмысыңыз болып тұр, бері екінші жұмысыңыз неге болмайды? Ол екеуін бірдей неге қарамайсыз? Назарым жетпейді деп қорқасыз ба, ақшам жетпейді деп қорқасыз ба? Ақшам жетпейді деп қорқсаңыз, суиға бөлген $100 жартысын бераға беріңіз. Ал назарым жетпейді десеңіз, ол уже сіздің осы затқа, осы оқуға, осы қасқырларға көзқарасыңызда приоритетіңіз. То есть сіз бір монетаға не аңдай алады екенсіз. Түсіндіңіз бе? Сіз өзіңізге ыңғайлы қылып жасап жатсыз да. Бағана енді оңғармаса жоқ болып тұр, бірақ болса айтушы едім бәрібір. Енді 12 күн өтіп кетті, мен орындаған жоқпын, потому что уақыт болмады, жұмыс болды деген сияқты, ораза болды деген сияқты. Бағана мен бір ғана алам, алла жаса. Оны қашан алам? 5 неге түскенде $5. Ол әлі рынок құлайды. Ол кішкене қазір консолидацияда тұрады, боковикта. Сол ол тағы да құлайды. Сол кезде мен байраны уже долгосрокқа алам. А қазір спекуляция ретінде мен суиін алып тұрмын. Неге? Потому что эта монета дешевле стоит. Енді Динара ханым, мен бұл жерде сізді мысал ретінде ғана келтірдім. Понимаете? Мен сізді сөгіп отырған жоқпын. Просто как мысал ретінде айтып отырмын. Да. Например, как вы думаете, дешевле спекуляцияға, как вы думаете, можно же подешевле монеты брать, да, например? Вот қараңыз, қайтарам, Динара ханым, повторно жауап беріп жатырмын, уже екінші рет жауап беріп жатырмын. Сіз токеномикасын қарау керексіз. Олардың общий количествосын, қазір нарықта қанша бар екенін, келесі разлог қашан болатынын, осы заттарды білу керексіз. Оның бәрі бір сөзбен аталады, токеномика. Токеномика, эмиссия, вот осы нәрселерді қарау керек. То есть екі проектті салыстырып жатсыз ба? Токеномикасын обязательно салыстыру керек. Токеномика дегені количествосы ғой. Мысалы, сіз Қазақстан мен Қытайды салыстырсаңыз, бірінші ойыңызға не келеді? Адамның саны келеді ғой. 20 миллион Қазақстан и қанша аналар? 2 миллиард па қанша болды қазір? Вот токеномика сондай болып тұр. Екі елдің. Түсіндіңіз бе? И монеталарда да тура солай. Бірақ бір қазақтың құны бір Қытайға тең ба? Вот уже философский вопрос да, енді мен анда ешкімді шектеп бір жаман, жақсы деп айтқым келіп тұрған жоқ. Бірақ монетаны тура солай зерттейсің ғой сен. Бағасы бірдей. Бір қазақ пен бір Қытайдың бағасы бірдей. Бір токеннің екінші токенмен бағасы бірдей. Тон мен бераның бағасы бірдей. Бірақ токеномикасы әртүрлі екен ғой, количествосы. То есть көрдің бе? Количествосы
енді 2 миллиард болса олардың құны өсе алмайды ғой қатты, өйткені оларда профицит болып отыр да, слишком көп олар. Адамның құндылығы мемлекетке өте төмен. Бізде адамның құндылығы жоғары болу керек. Негізі деп айтайын ба? Бұл жоғары енді адам саны азды жерге бөлген кезде. А олар жерге бөлген кезде адамның құндылығы өте төмен оларда. Олар общество, үлкен социумға, семья, область сондайға көбірек назар береді, чем жеке тұлғаға. Кейбір елдерді қарасаң, жеке тұлғаның заңнамасы, права и обязанности. Шаршай бастадым. Жеке тұлғаның права и обязанности. Мүдделері, құндылықтары. Ой, қазақтар права и обязанности дейтін қазақшасы қалай? Права дейші. Құқық пен міндет. Құқық пен міндет. Вот құқықтары жоғары болады да, жеке тұлғаның құқығы обществоның құқығынан жоғары болады. А кейбір елдерде наоборот, бір үлкен количествоның, көпшіліктің құндылығы бір адамның индивидтан артық болады да, көпшіліктік. Кейбір кезде индивидтікі артық болады. Кейбір елдерде. Тура сол сияқты, мысалы, криптода да болуы мүмкін. Ол неге олай болады? Өйткені ана монетаның саны аз болса да, қазір нарықта екеуінің количествосы тең болып тұр. То есть, общий ана жақта 2 миллиард болады, мына жақта 2 миллион болады, бірақ қазір нарықта мынадан 10% болып тұр, анадан 1% болып тұр. Бірақ екеуінің количествосы тең болып тұр, сол үшін олардың бағасы тең болып болуы мүмкін қазіргі моментта, бүгінгі күнде. Түсіндіңіз бе, Динара ханым? Түсінікті, мен просто 3-4 күннің ішінде болатын затты айтып тұрмын ғой. Мен түсініп тұрмын, долгосрокта бэраны выбирать надо. Не то чтобы выбирать, в целом мен айтып отырғаным салыстырған кезде проекттарды. Түсінікті, такеномикаға қараймыз. Бәрібір қарау керек. Неге десеңіз, ондай сенімді проект, ол сізге уже сенім береді де, любой сделкаңызда, его прогнозировать легче вам, потому что вы верите в него больше. Ол сол үшін сенімді проект болып тұрсыз, түсіндіңіз бе? Ол сенімді, өйткені сіз оған сенесіз. Сіз оған сенесіз, өйткені көпшілік сенеді. Көпшілік сенеді, значит, ол көпшіліктің сенімімен жүреді, ол солай қозғалады. Ал сенімсіз проект, ол уже сіз оған опасение ұстайсыз. Иә, ол сізге көбірек табыс әкелуі мүмкін, ол да жақсы стратегия болып шығар, бірақ ол жерде риск та жоғары. То есть, бірақ сразу айтқым келіп отырғаны, жаңа сіз айтып отырған нәрсе, ол қояндардың стратегиясы. Өте көп сделка жасасаңыз, пожалуйста, спокойно жасай беріңіз. Просто бұл нәрсе бәріне ұнамауы мүмкін де. Неге практически сабақ болмай ма? Ұзақ талқыланып кеткен сияқты ғой. Біраз талқыланып кетті, иә. Практикаға вообще желание бар ма біреулерде, дайын тұрған? Бір жарты сағат жасасақ болады, в принципе. Или бір сұрақ болса да, может, сұрақтарды бітіріп тастаймыз. Олай да болады. Заң мынандай да, сұрақ қой біреу. Мен спотпен торгу жасайсың ғой, сол кезде комиссиясын қанша комиссия алатынын қаяқтан білуге болады? Так, оны қайдақтан білгенде, мысалы, Binance'да 0,01%. Егер BNB мен төлесең 0,075. Bybit'та 0,01%. Любой биржада парамен, мысалы. Иә, любой парамен, жоқ любой парамен емес. BNB мен комиссия жоғау. Өйткені BNB ол солардың монетасы болып тұр да, тиімді болып тұр оларға. Потом кейбір проекттарда акциялар болып тұрады, наке. Короче, былай ғой. Акция шығады, USD мен бүкіл паралар тегін. Осы айда дейді. Ол типа сондай акция болады. Сондай заттарды қарап отыру керек. То есть ол андай аксиома емес, ол өзгеріп отыратын нәрсе, просто ақпараттарды қарап отыру керек. Любой новости, биржада шығып отырған новостиларды қарап отыру керек. Ана сообщениемен келіп отырады ғой, типа вот обновление, вот такая акция дейді. Сол жерлерде болып тұрады, мысалы, появилась вот такая-то пара,
либо мына парада мысалы биткоин эфир деген парада комиссия бір ай жоқ болады деп шығуы мүмкін биржада. Сол кезде не істейді? Бүкіл боттар, бүкіл үлкен объем адамдар ана биржадан кетеді де осы биржаға келеді. Неге? Өйткені комиссия жоқ. Біз робовалютпен бір монетаға отырсақ, комиссиясыз өте үлкен пайда көреміз ана жерде. Өйткені бізде уже каждый сделкадан 20 теңге ұстамайды да, түсіндіңдер ме? Ол өте пайдалы. Бот сияқты форматтарда, фьючер сияқты форматтарда өте пайдалы. То есть индивидуально каждый биржада жеке қарайсың оны. Иә, ана USDT-да бірыңғай комиссия болады, а USDC онда комиссия, торговля без комиссии деп Binance'да жазылып тұрады көбінесе, осылай көремін тоже. Вот сол затты, получается, просто алдын ала USDT-ді сол монетаға ауыстырасың, USDD дейме сондай шықты тоже. Сол мен жасауыңыз мүмкін. Егер сондай скидка болып жатыр ма, саған керек монетамен пара бар ма, мысалы там SUI USDD деп тұр ма, болды, сонымен жұмыс жасай бер, разница жоқ саған. Тем более комиссия төлемейсің, кайф қой, просто алдын саттың жасай бер. Сонда получается USDT-ні бір стейбл койннан екінші стейбл койнға ауыстырамыз, иә? Содан кейін уже сатып аламыз. Иә. Иә? Дұрыс. Мен ойлағам ғой, USDC-мен тек Американың адамдары ғана жұмыс істей алады деп, Европаның адамдары деп. Бұл как не сияқты оны кезіндегі үңгірлегі адамдар сияқты. Менде садақ бар, сенде пшеница бар, нан бар, ауыстырайық, балық бар деп ауыстырайық дейді ғой, сол сияқты. Бір жақта бір монета, екінші жақта екі монета. Пара деген сол. Бір монета, мысалы биткоинда там 30-40 пара болуы мүмкін. Оның ішінде 5-6 стейбл койндары болуы мүмкін. Тоже түсіну керек. Иә. BUSDT-ға кетіп қойды, BUSDT. BUSDT это тот же USDD ма, сондай болып тұр қазір. Binance'да бар ондай. Короче, BUSDT-ді бустты, бустпен бір вертяктор болды. И олар Binance өзі отказ беріп тастады ол проектқа. Скорее всего, ол адамдарға слишком тиімді болып кетті, үлкен объем ақша сол жаққа кете бастады, скорее всего, үшін тоқтатып тастады олар. Ол анандай рекламный болды ғой, Жако, помнишь, сендер оқыған кезде BUSD мен любой парада комиссия болмайтын. Представляете? Иә. Бір жыл, 2 жыл көлемінде. Сол сұратқан қызық. Вот. Біз ана мықты трейдерлар үлкен объем бәріміз соған отырып алатынбыз. Любой монетаны сонымен алатынбыз. И сабақта да Иә. А қазір ол жоқ, ол просто оларға тиімсіз болып кетті де, видишь, олар комиссиясы кетіп жатыр ғой, мимо кетіп жатыр ғой. BUSDT-ден $5-10 арзан шығатын еді, баста сатып алған кезде де ше. Иә, еще алған кезде USDT-ден арзан болатын. Иә. Оны потом они, ребрендинг сделали, тағы бір стейблкоин бар Binance'да, USDD ма, бірдеңке, қарау керек. Ұмытып тұрмын атын, мен қазір қатты қолданып жүрген жоқпын оны. Но есть аналогы бар Boost'тың. Тура Boost сияқты качать етіп жатқан жоқ бұрынғыдай, но какой-то льготтары бар. Қарау керек просто. USDT ма, 110 па? Иә, сондай сол ғой деймін, по-моему. Қарау керек. Так, Мұрат аға, сізде сұрақ бар ма? Мына бір жаңалық көріп едім, мынаған қалай қарайсың? Бұл да сұрақ қой, кішігірім талқылауға болады. Доллар жоғалып, бұның орнына Binance'тағы бізде айтып отқан USDT бар ғой. Иә. Бәрі соған ауысуы мүмкін дейді, әлемдік цифровой ақша. Осы жайлы ойыңыз қалай? Доллардың құны жоғалады дейді, айтқанда. Негізі доллардың құны жоғалып, USDT-дің құнын ұстап қалу мүмкін теорияда. Неге десеңдер, USDT сөйтіп тұр ғой, доллардан бөлініп кетіп тұр ғой бағасы. Егер стейблкоин доллардан арзан болып кете алса, неге стейблкоин доллардан қымбат болып кете алмайды? Заңнамамен бекітілген жоқ қой ешқандай. Түсіндіңдер ме? То есть USDT ертең доллардан 2 есе қымбат болып кетуі мүмкін. Ертең, допустим, не знаю, Германия ақшқа кіріп кететін болса, или Қытай ақшқа соғыс ашатын болса, возможно, USDT доллардан қымбаттауы мүмкін. Даже алысқа бармай ақ қояйық, кейбір кезде онсыз да қымбаттайды ғой. Мысалы,
доллар бізде Қазақстанда мысалы 480-490 болып тұр, а мына жақта 510 болып тұр. Уже қымбат қой, уже разница бар ғой. Сондай зат тұрақты тұрғыда бір-бірден алшақта кететін болса, сол деңгейде сақтап қалатын болса болды. Ана уже қуып жету керек болады да, оны теңестіруге тырысады да. А ол үшін ақшта бәрі жақсы болу керек, а USD-да бәрі жаман болу керек. А если USD-да бәрі жақсы, ақшта жаман болып қалатын болса, USD одан құны өсіп кетуі мүмкін. Тағы қандай кезде болуы мүмкін ол зат, егер какой-то бір мемлекет долларға отказ беріп USD-ға келісетін болса, как Сальвадор биткоинға ауысты ғой, тура сол сияқты, биткоин емес, бірақ USD-мен есептесеміз деп сөйтіп ауысып алса, онда сол күні күшейеді, USD өте сол қатты күшейеді. Тағы мынандай бір сұрақ, мысалға әлемде ше, мысалы бір 7 или 10 күнге сөйт соңып қалса, сол кезде біздегі ашылған өзіміздің Bybit или Binance сияқты өзіміздің жеке парақшаларымыз бар, соларда мысалы хакерлер болсын, басқа біреулер, или мысалы Трамп деген сияқтылар ашып, адамның ішінде қаражатын алып кете ала ма, алып кете алмай ма? Централизированный биржадан шығара алады. Біздегі бар, мысалы, сатып алған споттарды шығарып алады да, салынған ақшаларды. Централизированный биржадан, егер биржаны взламывать етіп, олар сол кезде қауіпсіздік тоқтап нетіп жатса, моментте шығарып алуы мүмкін. Ондай болмау үшін, бірақ анандай теплый кошелек, холодный кошелек блокчейнде жатқан ақшаны шығара алмайды. То есть, егер сенде Trust Wallet'та жатыр, или MetaMask'та жатыр, или там Ledger'да жатыр, там Tezos'та жатыр, холодный, теплый кошелекте жатса, ол жерден свет өсін, не болсын, там без разницы, ол блокчейнде қала береді. Блокчейнде ол уже сообщение сияқты тұрады ғой, блокчейнде ячейкамен, ол реестр, список сияқты жазылып кетті де болды. Біздің пайғамбарларымыздың аттары сияқты ғой, бірінші пайғамбар мына кісі болды, адам ата болды, одан кейін мынау болды деп кете береді ғой. Ол уже өзгере алмайды ғой уже. Солай кетіп қалды ғой. Тура сол сияқты ол блокчейнде қалып қалады. Ал централизированный биржада неге олай емес? Өйткені централизированный биржалар Binance, Bybit, OKX, FTX, CoinGlass, любой сондай биржалар, CoinGlass биржа емес, Coinbase, сондай биржалардың осал түсі, олар банк сияқты жұмыс жасайды. Оларда бірақ адрес, бүкіл ақша, каждый монета бойынша бірақ адреста жатыр. Енді әртүрлі бір-екі адрес болуы мүмкін, но фактом олар бүкіл біздің ақшамызды айландырып жатыр. Ол ақша бізге қашан жіберіледі, біз оны вывод жасаймыз ғой, немесе басқа жерге шығарамыз ғой, сол кезде ғана олар өз ақшасынан бізге жіберіп отыр. А по факту бізде экранда көрініп отырған биткоин, анау-мынаулар, ол цифрлар, ол визуализация. Ол ақша жоқ, ол ақша айланып жатыр солардың қалталарында. Каспида сізде көрсетіп отырған 1 000 000 теңгеңіз, 500 теңгеңіз, 500 000 теңгеңіз сізде жоқ. Ол сіздікі емес. Тек сіз оны банкоматтан вывести деп, теңге деп таңдап жазған кезде ғана